жазушы журналист, Қазақстан жазушылар одағының және Қазақстан журналистер одағының мүшесі, Баубек Бұлқышев атындағы сыйлықтың лауреаты, халықаралық Дарабоз әдеби бәйгесінің бірнеше дүркін жеңімпазы, Жалын баспасының жабық бәйгесінің жүлдегері, Талас ауданының және Тараз қаласының құрметті азаматы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, құрмет орденінің иегері Көсемәлі Сәттібайұлымен кездесу кешіне қош келіпсіздер. Қазақ әдебиетіне сусындап өскен оқырманға Көсемәлі Сәттібайұлының шығармалары, қуат және басқалары, ертегі хикаяттары мен шеткерүйдің жарығы, күнге ғашық өлкеде, тараздар тәбәрік, шындыққа қызығамын, шындықты аяймын, сайқымазақ дүние, шарбақтының жалғызы, аран, шын мен шынар, Хауананың көз жасы, сумен жазылған өлең атты көркем туындылары жарық көріп, өзінің лайықты бағасын алды. Баубек Бұлқышев атындағы сыйлықтың лауреаты Көсемәлі Сәттібайұлы халықаралық Дарабоз әдеби бәйгесінің бірнеше дүркін жүлдегері. Сен туған жер тобылғысы ән салған, жақсылықты күтетуін әр таңнан анығы, жастанып бар кітапты оқитын, болашақта жазушысын таныды. Өскеннен соң күнге ғашық өлкеде, жалындадың арман отқа өртене, бағдаршамың бағыт берген биікке шығу үшін. Сөзімен бастағанды жөн көрдік. Бұл сіздің осыдан 5-6 жыл бұрын 60 жас мерейтойыңызда арнайы ақ жолға шыққан мақалада жарияланған екен. Сондықтан қош келіпсіз. Сіз үшін мына оқушылардың құрметті қабылдаймын. Отыра берсе рұқсат шығар. Ассалаумағалейкум. Сөз қадірін өз қадірін деп түсініп, қара сөздің құнын қара басынан артық көрген. Құрметті мәңгілік мұра тақырыбында қазақ тілі мен әдебиет айлығы аясындағы көсем сөздің шебері Көсемәлі Сәттібайұлы деген іс-шарамызға қош келіпсіздер. Қонағымыз Таластың топырағында туып өскен жазушы журналист, Қазақстан жазушылар одағының және Қазақстан журналистер одағының мүшесі, Баубек Бұлқышев атындағы сыйлықтың лауреаты, халықаралық Дарабоз әдеби бәйгесінің бірнеше дүркін жеңімпазы, Жалын баспасының жабық бәйгесінің жүлдегері, Талас ауданының және Тараз қаласының құрметті азаматы, аран, шарбақтының жалғызы, шеткерүйдің жарығы, күнге ғашық өлкеде, Хауананың көз жасы, сумен жазылған өлең, тағы басқа кітаптардың авторы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, құрмет орденінің иегері Көсемәлі Сәттібайұлы. Құрметті қонақтар, Көсемәлі аға, осы әңгімеміздің басын бір керемет бір әнмен бастап алсақ.
Пірімқұлов Сембек Шайхұлы ағамыз. Бұл кісі Жамбыл ауданы ардагерлер кеңесінің мүшесі. Осындай елдің қоғамдық жұмыстарға белсене атсалысып жүрген ағаларымыздың бірі. Таныс болыңыздар. Енді Көсенәлі ағамыздың сол оң жағында отырған Байлашев Марат Алтайұлы ағамыз. Кәсіпкер Көсенәлі ағамыздың тайғылында кемісі өскен құрдасы, сыныптасы, бала кезінен талай қызықты оқиғалардың бүгін осы кісі қылын шерден шығар деп ойлаймыз. Рахмет. Сонымен қатар бүгін бізде қонақта аудандық білім бөлімінің басшысы осы бір әннен кейін барып, бір әңгіме қозғаш ауыл жайлы деп бір ауыл жаққа барып қайтайық шаға. Мына бір видеоға назар салсаңыздар. Армысыздар қазақ елі. Туған өлке әрбір жан үшін жүрек түкпірінен орын алар киелі мекен. Ешбір жерге айырбастауға келмес. Өзіндік құны мен қасиеті астасқан осынау қадірлі жерді сөз қылу мен үшін зор мәртебе. Ауыл руханиятымыздың темір қазығы, ұлттық құндылығымыздың алтын бесігі, береке мен байлығымыздың бастауы екені даусыз. Менің туған өлкем ауылым Тамабек ауылы. Жамбыл облысы Талас ауданы Сәдушакіров ауылдық округі құрамында. Құрылған уақыты 1929 жыл. Бұрынғы атауы Амангелді. Аудан орталығы Қаратау қаласынан солтүстік шығысқа қарай 75 шақырым жерде, Талас өзенінің шығыс жағында орналасқан. Шағын ауыл 90-ға жуық үйден 650-ге тарта адам тұрады. Здравствуйте, дорогие мои казахстанцы! Родной край – это неповторимое, неизменимое и любимое место, которое внутри сердца у каждого человека. Родного края никогда не заменишь на золото и на денег, потому что есть свое бесценное богатство. Для меня это очень дорого. Кто-то из мудрых людей сказал, что любит не за то, что он хороший, а за то, что он твой. Духовности и национального ценности, колыбели, достоинства и богатства нашего аула нет слов. Мой родной край называется село Тамабек. Жамбылской области, Таласский район, округ Сәдушакирова. Устроено село в 1929 году. Раньше она называлась Амангелды. Районным центром называется городом Каратау. Наш аул расположен от города по направлению северо-востоке 75 километров. На берегу реки Таласа. В ауле есть 90 домов, 650 человек. Good afternoon, Kazakh people. The motherland is a holy place for every soul. It is a great honor for me to tell you about this precious place, which has its own value and qualities that cannot be exchanged anywhere. There is no doubt that the village is the iron pillar of our spirituality, the golden cradle of our national value, the source of our prosperity and wealth. My hometown, my village is the village of Tamabek, Jambul region, Talas district, Sәдушакиров rural district. It was founded in 1929. The former name was Amangelde. The district center is located 75 kilometers northeast of the city of Karatau. On the eastern bank of the Talas River is a small village with about 90 houses and about 650 people. Ауылға сапар шегіп қайттық. Құрметті көрермендер, біздің арамызда тағы да біздің толығып жатыр қонақтарымыз. Ортамызда ауданның құрметті азаматы Шауленбай Ақсадов ағамыз келіп отыр. Содан кейін Таластынысы газетінің тілшісі өзіміздің Наша Қашағанов деген атақты ақынымыз бар еді. Көкеміз сол кісінің үлкен ұлы Нарбол Қашағанов. Наша ұлы. Сөзімізді аға. Өйткені менің өзі әңгімелерімнің, повестерімнің, шығармаларымның барлығы арқалы ауыл.
әдебиет сыншылары, белгілі жазушылар да менің шығармаларыма рецензия жазғанда көсемәлі ауылды айналып шықтаған жазушы деп Мархабат Байғұтбастар, Несіпбек Дәутаев деген белгілі жазушылар болған, солар айтып жатады. Сайын Мұратбеков те бір әңгімеме жоғары баға берген кезде, ол да ауыл туралы, ауылдан шыққан азаматтар туралы болатын. Сол ауыл мен қаланы жалғап жатады менің кейіпкерлерім. Сондықтан ауылға жиі барып тұрамын. Ауылда қуаныш болса да, кейбір отбасында қаза болса да, бөлісіп, қуанышында бөлісеміз, қайғысында бөлісеміз. Сөйтіп ауылға жиі барып тұрамыз. Жаңағы көрген дәу үлкен мектеп тұр ғой. Сол мектептің өмірге келуіне, қабырғасын көтеруіне, шаңырағының биік болуына мен көптен үлес қостым. Бұл мақтанған емес. Ауылдағы қариялар, бұрынғы ұстаздар маған келді. Егемен Қазақстан істеп жүрген ол кезде. Айналайын бала, мына мектеп баяғыда соғылып еді. Ол мектеп тозды, бір рет өртеніп кетті. Одан қайттан өзіміз асар жасап, қайттан жөндедік ол мектепті. Енді тіпті болмай кетті. Біздің ауылға мектеп керек деді. Сол кезде мынау бұрынғы президент 100 мектеп, 100 аурухана деген бір бағдарлама ашқан. Сол кезде мен Егемен Қазақстанның тілшісімін, Жамбыл облысы бойынша, көзімнің құлағы дейді. Бірінші бетке 100 мектептің біреуі ақынның ауылынан соғылса деп жаздым. Ақын деп отқаным Шонас Маханұлы. Енді біздің кезінде Амангелді колхозы болып, соның төңірегінде шағын ауылдар болды. Сол бір ауылда Шөкең туған, Шөкең өскен. Енді қазір кейіннен бұлай ағайындар Сейілбек ауылына көшіп кеткеннен кейін, ол кісілер өзінің перзенті болғаннан кейін, қаны бір болғаннан кейін, сол жақта айтады. Негізі бәрі Ойдықтың біраз азаматтар сол Амангелді ауылының төңірегінде болған. Шаруашылық, Чекалов, қандай көптеген ауылдар болған. Орталық Амангелді колхозы болған. Кезінде Әлжаппар Әбішев деген жазушы келіп, сол жердегі Амангелді колхозы деген туралы үлкен повесть жазған, үлкен жолда деген. Сондықтан осы мектептің ашылуына жаңа мақаланы жазғаннан кейін ол тағы да жүріп қалды. Білесіздер ғой, бірден жазды екен деп сала салмайды ғой. Содан кейін сол кездегі аудан әкімі өзінің ауылынан мектепте, спортқа тағы көптеген нәрселерді салып жатты. Сонымен ыза болдым да ақынның ауылы мықты ма, әкімнің ауылы мықты ма деген мақала жаздым. Бірінші бетке шықты да. Содан кейін облысқа жексенбин әкім болып келген сол кезде. Соны оқыды да, ой мынау болмайды деген ұят болды деді да, соның проектісін жасатты. Проектісін жасатқаннан кейін оған ақшасына таласады екен мына құрылыс компаниялары. Ол жаңағы мен алам деп. Сол кезде ақша бөлінбей, сол кезде мен мынау облыстық әкіметте қаржы бөлім басқаратын өзі мынау біз Жданкта үйреніп кеткенбіз. Саду Шакырбауылы ғой, сол жерде шыққан Байбековтың үлкені еді. Кім еді? Жудан келіп аты кім еді? Байбеков. Сол Байбековке кіріп, мынаған ақша бөлінбей жатыр, ауданның әкімі оңдасын дедім. Оңдасын бет кім еді құдай ғой? Мойқынның кісі. Жиенқұлов оңдасын. Сол келді маған жұмысыма, әкіметті ғой менің кабинет. Мынан бәрі дұрыс бөлінді, енді қаржы бермей жатыр. Проект жасалып қойды. Сөйтіп мен Байбековке кірдім. Байбеков жаңағы ақша бөлмейсіздер ма, мына мектеп соғылсын. Сөйтіп ол енді үшінші рет жазамын да дедім. Енді айтып тастап болмайды ғой енді. Ол кезде газетте блогер анау деген жоқ. Газетке қарайды бәрі. Сөйтіп сол мектеп дүниеге келді. Осы мектепті көрген сайын менің бір шығармамның бір биік шыңы осы мектебім шығар деп ойлап қоямын. Рахмет аға. Осындай істеріңізді қуамыз, қазір оны таныстыратын боламыз. Осы іс-шарамыздың барысында. Мынандай бір сұрағымыз бар. Енді ауыл болғаннан кейін, ауыл еске түскеннен кейін бала шағымыз еске түседі. Бала кезіңізде сіз еліктеген тұлға кім болды? Балаларға қызықты. Бала кезде енді мен кітапты көп оқыдым. Сол кітапта кейіпкерлер еліктейтін. Мен енді қазақ прозасы бар, шетел прозасы бар. Сол кезде аударма деген біздің қазақ әдебиетінде қатты дамыған. Сол кезде соғыс және бейбітшілікті аударып тастаған 4 томдық. Қазір соның бәрін қайта шығарып жатыр. Сол тоқырау жылдары, 90 жылдары не болып қалды ғой, тоқырау болса кеңестік өкімет өзіміздің 90-нан 2000-ға дейін біраз
ұмытылып кетті ғой, рухани не бәрі ұмытылып кетті. Сол кезде еске түседі да, аударма бәрі жайына қалды, әдебиет те жайына қалды. Енді бала кезде сол жақсы адамдарды үлгі тұттық енді. Оқыған, тоқыған, басшы болған дегендей. Енді ол кезде біздің ауылдан нелер атақты спортшылар шықпаған кез. Көй ақын жазушылар шығатын. Оның алдында 12 социалистік еңбекеріміз болған. 11 дейді, біреуі бірақ шаруашылық ауылда туған. Сол герой аталарымыздың біз есегін арқандап, қолына су құйып, тағы не дейді, қызмет жасағанбыз, шөбін түсіріп беріп, Әбзелбек деген қария герой еңбекер үйіміздің жанында болды. Орман деген ақсақал мына көшеде тұрды, сақал аппақ болатын. Сондай үлкен аталарымыздың көзін көрдік геройлардың. Одан кейін мынау Жаңғыра Дәдебаев деген ғалым ағамыз болды ғой. Ол кісіге еліктеп өстік. Тағы кімдер бар Құдай-ау. Одан кейін мынау ақындарға, әнші, күйшілерге еліктеп өстік. Біздің ауылдан шыққан ондайлар да көп болатын. Енді жақсы нәрсеге еліктедік. Ол кезде рекет, берекет дегендер еліктеген жоқ болатын. Терминатор деген жоқ болатын. Иә. Жақсы аға. Мен сіздің ауылда бір 2-3 рет болғам негізі Амангелді ауылында. Жаңа сіз айтып отырған мектепте де болғам. Ол жердегі директорлармен бірге сол мектептегі жұмыстарға қатысқан болатынбыз. Енді айтып жатамыз ғой жаңа, өзіңіз де айтып, тілге тілек айтып отырсыз, газетте істеп жүргенде деп. Мынау журналистің жегені жантақ арқалаған алтын дейді ғой Шерхан ағамыз. Газетті халықтың құлағы, тілі, көзі, һәм тілі деп айтамыз ғой. Сонда болса, бұған байланысты бір сұрақ қояйын. Журналистика саласына келуіңізге кім себеп болды? Журналистика саласына келуіме сол кітапты көп оқыған себеп болды. Кітапты көп оқығаннан кейін, мынау бала болсын, қыз бала болсын, адам болғаннан кейін бірдеңе өзі де жазғысы келеді. Кішкентайынан көп оқыдым ғой, жаңағы ол оқуға да келу мүмкін, кітап оқуға да ынтам артуы қызық оқиға болды. Бір жолы мынау ауылда қазір білмеймін, бір мал сойса біздің көршілеріміз бас жеп кетті деп басқа шақыратын үлкен кісілерді. Сонда өңкей балалар қоса етіп баратын балалар. Қазір балалар тастап кетеді ғой. Біз балалар жиналып аламыз да, қыздар барамыз, бір бұрышқа отырып алып ертегі айтатынбыз. Сөйтсем бір қыз сұмдық ертегі айтады жаңағы. Көршіміздің қызы. Бұны сен қайдан білесің десем, бұл кітапта бар дейді. Мен ол кезде ондайды білмейтінмін. Мойындау керек. Кейбір жасылар мойындамайды, өзін бір білгіш санайды. Сен бер сол маған кітапты. Қандай кітап ем? Алтын Прага ертегілер деді. Сөйтсем Алтын Прага ертегілер деген Европадағы Прага қаласы кәдімгі. Сол кезде сұмдық ертегі дамыған екен. Біз тек қана өзіміздің жаңағы Керқұлатты Кендебай деп жүрсек, ертесі деп жүрсек. Ояқтың ертегілері енді тіпті бөлек. Ол қазақша аударма, жаңағы қазақша дамып кеткен аударма дедім ғой. Содан алып оқып мен басқа әлемге кіріп кеттім. Содан бір күн ауылда түс қайта не болды? Менің атым Қожа деген кино болды. Бардық, қызық, түсте болған. Түсте дейді ғой, сағат 3-те болады. Қайтып келе жатып, жаңағы белгілі ақын Серік Томанов бар ғой. Екеуміз көршіміз, ағайындымыз. Соны Серік айтты. Бәріміз жаңағы қызығын айтып келе жатырмыз. Ой, бұның кітабы киносынан да қызық деді, жаңағы Серік айтты. Кітапты көп оқитын. Ол кезде мен әлі оқымайтынмын. Оған да айттым, кітабын берші дедім. Кітабын берші. Шынымен жаңағы кітап керемет екен. Ана баланың психологияны ашуы, ана бәрі суреттелген. Сөйтіп жаңағы ол Бердібек Соқпақбаев деген авторы бар екенін білдім. Оның одан басқа балалық шаққа саяхат, бізде бала болғанбыз, жекпе-жек деген жаңағы боксер туралы көп шығармалар бар. Сөйтіп оқыдым да өзім де жазғым келді. Алғаш мен бір скетч жазып, Есалы Қырықбаев деген мұғаліміміз болды. Азамат Есалының әкесі. Әдебиетші болатын, өзі өлең жазатын, очерк жазатын аудандық қазір. Сол кісіге мына скетч жазып апарып едім, давай өздерің қойыңдар деді ғой сахнада. Осындай мектеп сахнада өзіміз қойғанбыз. Сөйтіп алғашқы жазу басталды. Өлең жаздым. Көктем келді, күлімдеп деп бір балалардың жазатын өлеңдерін жазатынбыз сол кезде. Міне сөйтіп басталды. Содан кейін 9-шы класс оқып жүрген кезде жаңағы Сәдір Шәкіров ауылындағы интернатта жаттық. Содан интернатта жатқаннан кейін интернаттың тағамы, тәрбиесі бізге жасатқан қамқорлығы ұнады, қамқорлығы. Біз ауылдан келдік қой. Анау бізге ерекше әсер етті. Содан кейін сол интернатты жақсы екен деп аудандық Ленин жолы газетіне, сол кезде Сәкеңде сол жерде істейтін, жас етін. Біз бала етінбіз.
Сонағы мақала шықты. Мен оны білмеймін шыққанын. Жібердім әйтеуір. Сөйтсе жаңа мұғалімдер жаңа Ленин жолын алып, жаңағы бір-біріне көрсетіп, ой, осындай Көсемхан Сәттібаев жазыпты, ананы. Содан бастап жаңағы журналист болғандықтан тілші бала атандым. Сөйтіп алғашқы менің журналист болам деген арманым сол мектепте жүргенде оянды. Жаңағы медиа саласында талай жыл қызмет атқардыңыз. Егемен Қазақстан, өзіңіз редактор болған 2 рет 14 мен 17 жылдар аралығында, кейін 18 мен 20 жылдар аралығында редакциялық жасаған, басшылық жасаған, жас алашта жұмыс жасадыңыз. Сан кезде жеке енді байқанғанмен шығармашылығыңызды іздеген кезде осындай мәліметтерге қанық болдық. Енді соған байланысты бір сұрақ қояйыншы деп едім маған. Ең алғашқы бір сұхбатыңызда айттыңыз, ең алғашқы жүлдем 1988 жылы Жалын баспасының жабық бәйгесінің жүлдегері атандым. Қаламгерлік жолымыз сол жылдан басталған шығар деп ойлаймын алғашқы. Ол ұмытпасам елгезек бағдаршам ғой деймін. Сол жөнінде кішкене. Былай болды. Мен қарсы басқа бірдеңелерде жазып жүретінмін. Оның бәрі енді жаңағы өзім жаздым дегенмен үлкен әдебиетшілер оны бағаламайды ғой. Бағалайды, бірақ талап шығар сондай деп. Ал енді шын әдебиетке келуім жаңа елгезек бағдаршам болды. Сол 29-дағы жасым-ау деймін, ұмытпасам. Сол Жалын баспасына жаздым, 3 ай жаздым-ау деймін. Күнде жұмысқа келем, ол кезде Ленин жолдан еңбек туына ауысқам, қазіргі жолға. Сол жерде Жақсылық Сәтбеков деген ақын кісі болған. Қара кемпірдің авторы, мықты Таңсәріде деген керемет әннің үлкен кісілер біледі авторы. Байқасам сол кісі суббота воскресенье келіп жұмысына келіп жазып отырады. Үйінен тамағын алып келеді, шайын алып келеді, өзі қойып, шай ішіп тамақ. Содан кейін сол кісінің сол несі ұнады маған. Әдеті ұнады. Мен де жексенбі күні босқа сандалғанша осы жерге бірдеңе жазайыншы дедім. Ол кезде әлі елгезек бағдаршам ойыма келмеген. Келгеннен кейін енді не жазарымды ойлайсың ғой. Сөйтіп қарап отырсам, мынау орыс Знамя Труда газеті бар ғой. Сөйтсем соңғы бетіне не жасапты, жарнама. Жарнамада художниктері светофорға қол салып, басына шапка кигізіп, көшедегі жаңағы жүру ережелерін бүйтіп адам сияқты сөйтіп тұр екен, суреттер сап қойған, ар жағына тексттерін жазған ғой. Міне енді жазушының ерекшелігі, басқа адамдардан алғырлығы дей ма, таланты дей ма, анау маған сарт етіп ой салды. Мен осы балаларға арналдырып, неге ертегі повесть жазбаймын? Мына жерде сурет. Мен осы ертегі бағдаршамды жанды денеге айналдырып, оған тоға келетінді тоқты да бір жанды денеге айландырып, оны тағы бала жазушы шудың жігіті Мұрат. Өзі маған жезде оқып келеді. Соған оқыттым. Ол кезде ол бір бәйге алып Жалыннан танылып қалған еді. Сөйтіп оқыды да бүйтетін әдеті бар еді, бүйтті. Иә, бүйтті, сөйтті да жіберейік деді. Мен ол Жалынға қалай жіберетінін де білмеймін. Өзі мына конвертке салу керек, оны мынаны ішіне салу керек деп, соны жібердік. Күздің күні декабрьде жұмысқа келсем, таңертең Әлдихан Қалдыбаев деген ол да балалар жазушысы. Ай бала жүр деді. Ішім сезді бірдеңе. Бүйтіп ештеңе білдірген жоқпын, енді қуанышты бірдеңе айтатын шығар деп артынан іліп кабинетіне келсем, сен бәйге шығарма жіберіп пе ең деді. Иә дедім. Онда құтты болсын 2-ші жырлап деді. Мінекей. Осы менің үлкен әдебиетке келуім, елгезек бағдаршамның көк көзі жанып, маған жол сілтеді. Ал енді оған дейін айтып кетейін, сенің сұрағыңда бар ма жоқ па? Мен ең алғашқы шығармашылық жолым, журналистік жолым өзімнің осы туып өскен Талас ауданы Ленин жолы газетінде басталды. Да, айтшы сұрағыңыз осына екен. Журналистика жолыңыз қанша жасыңыздан басталды деп сұрақ қойып едім. Осы Ленин жолына мен 79 жылы келдім. 79 жылы мен 20 адаммын. Сәкең сол кезде сол жерде жұмыс істеп жүрген. Редакторымыз Оразбек Баймұратов. Бәрін айтуымыз керек. Кейбіреулер айтпай өтіп кетеді. Ешкімді қалдырғым келмейді мен. Сол кісімен жұмыс қалды. Шақырып жүрген осы Сәкеңдер. Мен ауылдан бұрқырап жазып тұрам ғой. Жаңа баяғы интернет жайына қалды. Енді мен ауылда жұмыс істеп жүрдім. Мен оқуға бірден барған жоқпын. Құрылыста істедім, ауылда шөпте істедім. Пресс деген шөп болады, мына балалар білмеймін, ауыр, соны көтеріп маяға шығарамыз. Сөйтіп жүріп сол ауылдағы тірліктің бәрін аудандық газетке жазып отырамын ғой. Марат сияқты, басқа сияқты достардың жаңағы жұмыстағы әрекеттерін, жақсы қылықтарын.
соның бәрі шығып тұрады. Соңғы бұл кісілер айтқан ғой, мынау бір жігіт шықты ауылдан, осыны жұмысқа шақырайық. Өзі мына казгуге заочный түсіп алыпты, мына казгудың студент деп жазып жүріпті астына деген ғой. Сөйтіп ана кісі шақырып алды мені. Жұмыс қалды. Ауылда жаңағы шөпке шығамыз, азанды кетеміз, кешке келеміз, әбет дегенді білмейміз. Бұяға келсем рахат мынау. Әбеті болады екен, 5-ақ күн жұмыс істейді екен, сенбі дем алады екен, 15 күн сайын аванс ақша береді екен. Мына бір рахат күн редакция деген. Көкім бастан менен Сәкең отыр. Мен осы Сәкеңді шақырыңдаршы дедім. Мен ұстаздарым бірі бұл кісі. Осы жұмысқа алған қызық енді. Сөйтіп істеп жүредім. Бір күні повестка келді. Күзде. Мен өзім жазда алған жұмысқа. Күзде әскерге алып та кетті. Жаңадан осы төселіп келатқанда. 2 жыл әскерде жүрдім. Енді маған ыстық қой жаңағы Ленин жолының редакциясы. Ақкөлге келген кезде бірден осы кісілерге барып, сөйтсем залда Сәкең келатыр. Ұзын зал бар еді. Енді көтеріліп екінші қат қой. Кездесе кеттік, құшақтасып амандасып. Сенің орның бос тұр, кел жұмысқа дейді ғой Сәкең. Көз отыр, иә. Жақсы адам жақсыны айту керек. Мен айттым, келгенім 2 күн болды, демалайыншы кішкене дедім. Бір 2 апта ма, болды. Демалы соң келдім. Келдім, мені содан бері осы күнге дейін сол газетте Ленин жолы, еңбек туы, қазақ жолы, одан телевидение, час алаш, егемен Қазақстан, қайттан жас алаш, қайттан егемен Қазақстан, ақ жол, қайттан ақ жол, бәрі екі-екіден істеп шықтық. Рахмет аға. Енді мына экрандағы суреттермен байланыстырып әңгіме айтайық. Жылжып Жамбыл балалық шаққа саяхат жасап қояйық. Мынау суреттер сізді есіңізге нені оралтады? Сіз туралы мәлімет жинаған кезде осындай бір мәліметке кездестім. Енді сіз өзіңіз не еске түсіре аласыз осыған қарап? Енді бұл менің ана кейіпкерлерімнің нелері ғой. Енді балаларға арналып жазған шығармалар. Менің балаларға арналып жазған шығармаларым бар емес па? Сондағы нелерді көріп тұрмын, кейбір жан-жануарларды. Жаңа жыл есіңізге түспей ме? Маскалар ма? Иә. Кімге маска істеп бердіңіз? Маска істеп бердім, анау қақта жаңа жақсылықтың балалары, қыздары. Бар ма осы жерде? Ерғазы ма? Сабағына кетіп қалды ғой. Ерғазы сабағына. Ол мен анау күліп тұрған маска бар еді біздің заманымызда, осындай ортада тұрған. Одан кейін бір мүсәпірдің маскасы болатын. Енді мен жалпылама ала салдым маска. Мен айта берейін ба? Айта беріңіз. Мен енді мақтанып кеткендей болған ғой. Жан-жақты болдым, оқушы болды, сурет салатын оқушы болады. Жан-жақтылығыңызды көрсетіп жатыр оқушыларға. Ән айтатын, домбыра тартатын, гитара тартатын оқушылар болады дегенде. Сондай сурет салатынмын, мектептегі қабырға газетінің бәрін суретін салатынмын. Мына Сәкең біледі, мен анау жұмысқа алғаннан кейін Әрімбек деген жауапты хатшымыз болған. Мен барсам жаңағы Ленин жолы бірдеңе дегенде шынының астына жазған екен, бір художникті жазған ғой. Ол үшін шыныны бояу керек, содан кейін оған әріптер жазып, соңынан ойып, аппақ қылып шығару керек. Соны мен жазғам осы Ленин жолы дегенде қызы. Содан жаңағы сурет салатын білгеннен кейін ауылда ол кезде біздің ауыл шалғай ауыл. Мынандай орталықтарда маска алу қиын. Мына Жақсылық деген ағамыз бар. Директор болған, мұғалім болған Сағынбеков. Ана әнші қызы бар ғой қазір. Ерғазы ағайлардың әкесі туралы айтып жатыр бұл кісі. Соның қыздары, ол кісі көп Беген деген әпкеміз болған, мұғалім бізге. Ол кісі көп балалы ана болатын. Бәрі шүпірлеп жүретін. Біз жігіт болып қалдық қой. Сол бір маска жасап берші деп келді. Мен үкінің ба, бірдеңенің маскасын жасап бердім. Тура мына сияқты, бері қарап тұрғандар сияқты. Картонды суретін саласың, картонды қиясың, екі шетінен ілесің, бояйсың. Оны дәніп алып, жаңа жыл сайын маған келеді ғой. Енді армиядан келді ғой, мен жігіт болдым ғой. Сөйтсем әлі кеп тұр ғой. Соңын режеді, мен қан салдырып ұят болды, мен уже үйленем, мен үлкен кісі болдым ғой. Сол әлі білетін болу керек осы сәулелер. Иә, сол кісілерден алған нәрсе. Енді келесі суретке көшейік. Мынау сурет нені еске салады сіздерге? Осында отырған барлықтарыңыз осы суретпен танысыздар ғой, енді жақындығы бар шығар, жүрекке жылылық әкелетіні бар шығар. Мен айтып берейін, мен осындай үйде өстім, бірақ енді бұдан басқалау еді бізге. Осындай там төбесі жоқ. Төбесінде шифр жоқ болды. Еденде пол жоқ болды. Одан кейін жаңбыр жауған күні төбесінен су ағады, мынаяқтан су тамады. Су тамып жайыла береді да
дәу мына бір квадратный болып опырылып жерге түседі. Мен соны кейін бір әңгімемде суреттеп жаздым. Апам байқұс шелек қояды, шылаушын қояды. Сөйтіп біз ығыр болатынбыз. Кейін бала кезде білінбек, жігіт бола бастағанда қиын екен. Ұяласың қыздардан. Анау бәрі бешілге әдемі үйлерге барады. Сен үйіңе ешқайсысын шақырамайсың. Осы мен қорлық көрдім мен. Соның өшімі қазір қаланың ортасынан үлкен үй соғып алды. Дұрыс. Келесі суретке көшейік. Мына суретті мен Марат ағама берсе деп тұрмын осы туралы айтқанда. Мына қара есек бір қызық оқиға бар осы жерде, балалар таныс болсын. Марат ағамыз жаңа айтып өттік, ағамыздың сыныптасы, құрдасы, Телеускен бірге ойнаған досы. Рахмет, мына енді есекті көріп ойыма қатты түсіп жатыр. Енді мына көсем әлі бәріміз бірге оқыдық қой, жаңа айтып жатсыздар. Сол анау ол кезде где-то бір қаншасыншы оқимыз, бір 6-шы ма, 4 па, 5 па, сондай класс оқимыз енді. Сонда енді біздің ауылда кітапхана деген жоқ. Оның үстіне мынау кітап дүкені деген. Оның үстіне мынау оқу жылы кеп қалып жатыр. Содан кейін көсемелі айтты бір күні. Ляс деген досымыз бар, үшеуміз. Енді біздің үйде есек жоқ, көсемде де есек жоқ. Бірақ көсемелінің велосипеді бар. Ол велосипедке үшеуміз мінге салмаймыз. Содан кейін жаңа әлешті жалдадық енді қазіргінің несіменен. Ляс, сен енді біздің мына Бостандық деген ауыл бар. Сол Бостандық ауылына бізді апарып кел деп жаңа көсемелі. Сол көсемеліге мен айтам ғой, енді мен кітапқа нем жоқ. Енді қанша дегенменен көсемелі не қылып кітап алып келеміз. Мақұл онда үйден кейін дебенімізді алайық, ол кезде ұрын болған. Содан үшеуміз есекке мінгесіп Бостандыққа кеттік. 3 адам мінгесіп. Ол кезде жаңа сәлуші келіп ауылы Жданып Саққозы ғой. Жданып Саққоздан орталықтан өтеміз. Ол кезде жаңағы кішкентай балалар ұстап алса жаңағы тиіседі. Одан бір аман-есен өттік, одан ана ауылдан өттік, содан Бостандыққа бардық. Содан Бостандыққа барып жаңағы Ілияс екеуміз жүзім, өрек бірдеңе сатып атқан соған қарай жүгіреміз. Көсемел анау кітапхананың жаңа кітаптарды көріп жүр ғой. Сол кезде белгілі мені қараңыз. Сонда енді жаңағы бергенде біз не үшін келдік? Біз тамақ жеуге келген жоқпыз ғой, біз кітап алуға келдік қой деп. Ойбай давай алайық. Сол кітапты алып, осы есекке үшеуміз мінгесіп қайтқан жайымыз бар еді. Керемет енді. Сол есекке ұқсай ма мына есек? Келесі суретке көшейік. Мынау сурет, барлығымыз бала ауылда өстік, бала болып. Нені еске салады мына сурет? Енді біз, мысалы үшін біздің ауыл дәстүрге берген. Біздің ауылда әр үйде киіз үй болатын. Май айында бәрі таластың жағасына көшетін. Жайлауға. Ана күз түскенше жалаң аяқ жүреміз. Ол бір өзі рахат, аяқ кейін шап көреді табаны. Сонда құммен рахатта ыстығында сезбей жүріп, сол жолда мынандай сұңқырлар. Қуырмаштың ұясы. Тұра қалар, білмейміз ғой балалар енді, балалар бәрі зерек болады ғой. Bir bala aytты, mынаны деді, қуырмаш, ертеңге бидай шаш бірдеңе деп айтады, соңмен ішінен шығады екен. Шығады екен. Сөйтіп оны аламыз да табанымызға жағамыз. Жүгіреміз, жүйрік боламыз дейміз. Ең жүйрік. Содан таласқа дейін жүгіреміз бәріміз. Осы қуырмашқа талай не ағамыз. Осының басында біраз отырып әңгімелесетіміз. Осы қуырмаштың жүйріктігімен әдебиетте де жүйрік болып алға шығып өз жатсыз. Соның да бір себебі бар. Біз осы жерде қазір бір кісі тұлғалар танып алайық, сізге жақын кісілерді, сосын ары қарай әңгімені Сәулембай ағайдан ары қарай жалғастырамыз. Біздің қазақ қаламгерлері болсын, ақындары болсын, әдепке де не жазарын білмей кішкене абдырап қалған кезде болды. Ал енді бұл тұрғыдан қарағанда Көсемәлі сол баяғы оқтаулы мылтық секілді өзін сезінді. Бұл кезде де бұл өзі онша саса қоймады, бірақ жасынан ауыл арасында өскендіктен көкірегіне түйіп көрген білген бәрін сол қағазға ақтара білді. Бұл өзі шын мәнінде туа біткен дарынды жазушы, үлкен суреткер. Шарбақтының жалғызы деген әңгімесінің өзінде бір көл көсір сурет жатыр.
көл көсір оқылған жатыр. Кішкентай шағын болғанмын. Көл көсір қазақтың ұлттық дәстүрі жатыр. Кез келген шығармасын оқысаңыз да, оның әр сөйлеуінен, әр кітабының әр бетінен қазақтың иісі, жусанның иісі, даланың аңқылдаған желі, сөздің қасиеті, қазақ сөзінің сөзі сезіліп тұрады. Тағы да бір қасиеті, бұл өзі шыншыл жазушы, өтірік жаза білмейді. Ақиқатшылдығы. Біз қазір мынау біздің қоғам ақиқаттың ауылынан алыстап кеткен кез ғой. Соның өзінде мұны шындықты іздеп шындап жазатын жазушының бірі бұл. Осы Рафаэль атамыздың Аман келген бұл кісі. Бұл жаңа сіз айтқан Жаңғара ағамыз ол кісінің бір пікірін тыңдап алайық, иә? Жаңа Рафаэль ағайды айтпай кеттім, сол кісіге де еліктігіміз. Белгілі көрнекті жас өкілдерінің алдында келе жатқан шығармашылық тұлға. Талас өзенінің бойы, Қаратаудың баурайы деген сондай құт мекен. Біздің мәдениетіміздің, өнеріміздің, азамдасының тарихының ежелгі тарихы, ежелгі мекен, құт мекен болған жер. Енді сол жерде мен де өстім, сол Таластың бойында. Көсемәлінің Аманәлі деген ағасы болдым, ақын ерте қайтыс болып кетті. Бірге оқыдық, бірге өстік, бірге ойнадық. Біз жігіт болып жүрген кезімізде Аманәлі қолына гитарасын алып, ән айтады. Әннің сөзін де, сазын да өзі жазып шығарады. Біз сөйтіп жүрген кезде Көсемәлі жаңадан жүгіріп жүрген бала еді. Біз Көсемәлі демей көсем деп еркелететінбіз. Міне сол көсем бүгін біздің әдебиетіміздің, қазақ әдебиетінің көрнекті тұлғаларының біріне айналды. Көсемәлінің қаламынан туған толып жатқан кітаптар бар, шығармашылық еңбектері бар, проза жанрында, журналистика саласында, тіпті ғылым саласында ізденген сәттерде өзінің еңбектерінде айқын жарқырап жол болып көрініп жатыр. Жаңғара ағамыздың есі. Енді мынау Қали ағамыздың пікірін тыңдап қояйық. Сәрсенбаев ағамыз жазушы, қаламдас. Әрине, мынау журналистер көп. Мынау жалықпай жазатын адамдар да журналист болып кетеді кейде. Бірақ оның бары журналист болып қалмайды. Журналист деген аты ғана қалады. Білесіз ба? Ал енді таза бірегей журналистердің қатарына қосыла алмайды. Сондықтан кім Көсемәлі мына сол елдің ішінде жүріп те шығармашылық ортадан ел деңгейіндегі шығармашылық ортадан алыстамаған азамат, жалпы еңбекқор адамменен өзі талантты адамды кейде біз шатыстырып алып жатамыз. Әрине, Алла тағаланың берген өзінің тәңірден берілетін талант бар. Сол талантқа еңбекқорлық қосылса, ол таланттың бағы жанады. Қазір Ақ жол деп аталып, Жамбыл облыстық газеті. Осы газетті басқарғалыда Көсемәлі өзінің биік деңгейін байқатты. Газетті қалай шығару керек екенін, газетке не керек екенін, нені айту керек екенін, нені жазу керек екенін газеттің өзінің үлкен деңгейіне көтерді. Сол талантты сақтау керек, сол талантты баптау керек. Бұл мына не деген өзі халал бер деген жалпы бәйгат сияқты ғой. Рахмет. Сол сияқты пікірлер сізге байланысты осындай көп пайымдар, пікірлер білдірген екен. Енді осының ізін жалғап, ортамызда отырған ағамызға сөз берейік. Қойайын да осы көшірілді алдарда қатысқан жоқпыз оған алғанымызға. Сол кезде осының қатарында біраз жігіттер келді. Серік Томанов келді, кейін Итеғали Шөнбаев келді, Шолабек Айдаров келді. Солардың ішінде Көсір Шақпаны көсемі, сөзі шешені, дарынды жазушы, көсем сөзші біздің Көсемәлі шықты. Бұл өзі мойындатты қазір, Қазақстанға мойындатты. Қазір қарап отырмыз. Көсемәлі мына Фейсбукта көп әңгіме жазады, көп ойын айтады, іркпе айтады. Көсемәліге барса болатыным шетелдік классиктерін оқиды. Жаңа өзі айтып отыр, шетелдік оқыдым деп. Ол кезде шынында да мына шетелдік классиктер кітаптар көп отыратын. Бәрін соны оқып өстік, қазір енді аударып отыр ғой. Сол көп адамдар қаламға әсер етеді екен. Көсемәлі бұл не жазса да
мына жазады ғой біреуден біз қазақтың кезде әйтеуір бірдеңе жазады мектепте шара өтті мектепте ертіп сөйлеп оны бәрі ентені қиды дейді ондайға жоқ адамдар енді қандай нәрсе жасаса да оған қан береді жан береді ой береді ақыл береді көземәл сонысыменен өздерін озып отырады иә бұның көземәлімен жазған мақалдар көп жаңағы ең жоқтан сен айтамын бір күні онда кезде таласын сондай ондай мақала жазылмайды бақыра құйса деген мақала жазды жіберте тұр ма айқайлап бақыра құйса дейді ондай мақаланы тағып көрмеген бәрі жарып шығады не біледі сөйтсе мына тұр жолдың бойында бір көріп отырады екен сол компьютер барған ғой енді сөйтсе жаңағы бақырын білеген сол бақыра құйса мақала жазып жіберді ғой ондай мақалдар көп әрине бақыра сұлтан иә одан кейін бұл енді жасасқан кезде көзімәлі көсілденді ішімде аяған жоқ соттардың сойқан деген мақала жазады соттан айқасу соттан айқасу ой емес қой қарайды қадам басу ғой енді көсемәлі сондай батырлықтары аузы батыр қолы батыр жүректері меніңше қазіргі мына журналистерге жетпей жатыр қазір журналистер ондай жаза алмайды бара да алмайды көрмесін қорқып жүр ол түгіл ауылдың әкімі шыдай алмайды көсемәлі осы күнге шейін сол өрнеуменен өсуіменен кітаптардың бәрінде сол шындық үшін шырылдап қай кейіпкерін алсаң да шындық үшін шырылдап әдет үшін шырылдап жүреді өйткені ол соны кішкентай күннен соны қалыптастырған бойына сіңірген шындық үшін күрескен соған әбден қалыптасқан сол үшін айқасқан қайтпаған қайран көсемәлім берген сөз қысқасы толықтырып кетейін сәкен қайда еске түсіп кетті бұл кісі енді жаңа айттым ғой мынау жұмысқа алуыма неге келуіме себепкер болды бұл кісілерге көмекші керек қой ауылда тілші бала болып жазып жүрем осы кісілерге түседі күніге шығып жатады ғой енді күніге болмаса да аптасына шыққаныңыз бізге күніге болып есептеледі соны көргеннен кейін шақырып алды шақырып алғаннан кейін де бұл кісі маған қатты қамқор бір рет мынау аға маған ренжіп ұрысқан емес жұмысқа келмей қаламын бойдақпын әскерден келгенмін қалаға кетіп қаламын Абдрахман Абдрасовтың редакторымен ренжиді мына кісі ренжімейді тікелей бастығы бір бөлмеде бұрқыратып өзі жазып тастайды мен жоқ кезде содан кейін енді кішкене ұятты сезім бар ғой қойды енді жұмыста тұрған кезде жаңағы көкем айтпақшы бір жақсы дүние жазайыншы деп жазып тастаймын бір жолын қойдан бәлен төлалды кім сөйтсе сол өзінің жаңағы туысқандары ма достары ма солар қанша төлалғанын іздеп жүр ғой жаңағы футболдан кім қанша соны іздейміз ғой ана кісі больницадан келіп ауырып жатып соны іздеп жүр соны шопанның жанкүйері деп жазып жібердім жаңағыны алды да көкем бірден жаңа газетке берді редактор оқиды Абдрасов вообще риза ай молодец өзі риза болса бір темекіні қойып жүрген шиді тістеп жүретін әдеті болсын сөйтіп сол шиін тістеп кабинетін берген жаңағы жұмысқа емесімен ренжігеннің бәрін ұмытып кетті осындай сәттер болған жаңағы бақырауық сұлтан деген осы мына жолдың жаңа тасалап бара жатқан кезде қарайғауға бұрылатын жер бар ғой соның мына шетінде бір үй тұрады екен мен айдалада жаңағы Әбдірәсіп ағамыз жіберген командировка болды сол жолдан түсіріп кетті жаңа машина берген машинасын жаяу бардым жақындағаннан жаңа айқайлап жүр екен ақ жоқ не дейді ақ жоқ дей ма бірдеңе дейді ақ жоқ мен ойладым үйінің бәрі аппақ қой мынау неғып ақ деп қойған неменеге ақ жоқ сөйтсем төлдеген саулықтар қошақандарын жарытпай жатыр екен ғой сүт жоқ біз сүт жоқ дейді ол ақ жоқ дейді бір мына жазушының шеберлігі аңғарымпаздығы болу керек мына жастар егер болған десе соның бәрі фотоаппарат сияқты неға жазыла беру ол неғыледі ол балконға жазып алып ақ жоқ ол кісінің характерін ашатын сөздің бірі ақ жоқ екен одан кейін бақырып айқайлап сөйлейтін жай сөздің өзін ақыл содан бір тамақ іштік ол күрділердің бір бозбаш дей ма бір бұламық сияқты бір тамақ бар екен оны жей алмадым мен оны білдірген жоқпын әйтеуір тойып тұрмын дедім әйтеуір жемедім в общем кешке қарай ма қайттым сөзді келдім да бақырауық сұлтан деп жазды ғой сөйтсем жаңағы көкем оқыды одан кейін Әбдірәсіп оқыды бақырауық деген сөзден енді совет үкіметі жазбайды ғой партия комитеті бар төбемізде сол Сүлеймен Сұлтан деп бір ағайын қойды әйтеуір Сүлеймен әлі есімнен кетпейді қазір сол жазғандарымды іздеймін таппаймын мына бір не 90-шы жылдар болды бірдеңе болды ешқайсы архивке өткізілмеген соның бәрі ол кезде біз жинау ойымызға келмейді соның бәрі бір жаңа көкем айтпақшы бір классикалық дүниелер мысалы әңгімеге айналдырып жіберген сондай қызықтар болған мінекей сәкең деген көшеме айналайын мынау қош келдің
Алла қаласа енді қазір енді былайша айтқан кезде әбді кемелденіп тұрсын еді. Ақыл есің толысып, кемелденіп, қаламында енді шүкір қазір не жазсаң да уже дәл жазасың, ары жазасың. Қазір енді қоғамға да осы қоғамға да лайықты ақшамды жаздым. Шынымен адам шығар деп тұрды. Содан Павлодардың көз жазған кітаптарында мен бір оқып отырмын бәрінде. Ана жаңағы жақтақтан үйде бар, ода бар, үйде қарап оқып отырамын. Осы кеткенде осы ешкімде не етем деп оқыламын, қайта керек қой. Осы мен енді біздің облыста ең үлкен жазушы. Оны мойындап отыр. Бұл бәрі мойындатты. Облысымыз Қазақстанның жазудан мойындап отыр. Сондықтан осындай жазушы бауырыңыз бар, ағаларың бар, мақтаныңыздар. Осы менің кітабын оқыңыздар. Кеше ғана кездесу болды. Кітапханада Мұрат Құлыбаев деймін. Сол келіп балдар жазушы екен. Кеше сонда айттым, айналайын да кітапханаға айттым. Оқырманға айттым деп. Ана керек жоқ, ана том сөйдің басын кешкендері, Гиккельбергтің бірбәресі деген. Көшемен оқыңдар. Көрдіңіз бе? Мұрат Құлыбаевты оқыңдар. Өйткені олардың менталитеті біздің менталитетіміз бір емес. Олар бөлек, біз мүлдем бөлек, қазақтың менталитеті бөлек. Біз сол қазақтың менталитеті жайлы кітаптарды оқымай, біз жастарымыз да қазір болмай қалды. Ой-өрісуларды басқаша ойлайтын болды. Бүгін сенбейтін болдық, шын құрметпейтін болды. Баланың шағының бал дәмін татымайтын болды. Ата-аналарын сенбейтін болып бара жатыр. Ешдегі бәле шығып жатыр қазір жасалатын жоқ. Қарап осып тұр ғой. Суицид деген бәле шығып жатыр. Ана не тақындайтын бәле. Вандализм деген бәле шығып жатыр. Соны мен едім, соны кітап оқымаған тәрбиеден болған деп ойлаймын. Сондықтан да көсемені оқу керек. Оның жаңағы шам-шырағын оқу керек. Дұрыс жолмен жүру керек деп ойлаймын айнадағы оқушылар. Иә. Әрине әлем классиканы оқу керек, әлем классиканы бәрі кембет емес, ол әлем классиканы бәріміз оқыдық. Олар жеңіл жаздақ, мысалы француздың классиктері 18 ғасырда жазды, орыс классиктері 19 ғасырда, біздің қазақ классиктері 20 ғасырда жазды. Енді қазір бөлек ғасыр келе жатыр. Бұның әңгімесі бөлек, тарихы бөлек, табиғаты бөлек. Қазір басқа бір қоғам, басқа бір адамдар қоршау керек. Солардың жүрегінен шығатын, соларға тәрбие беретін шығармалар жазу керек деп есептеймін. Мұны көсегінің қолынан келеді. Сонда кітап оқыңдар айналайын оқушылар. Мағылма сөйлендірәлі, жақсы рахмет. Енді сөзді осында қонақта отырған Сембек ағамызға берсек, бұл кісі енді үнемі Көсемәлі ағамыздың қасында шығармашылығын зерттеп, насихаттап жүрген кісілердің бірі, сондықтан сөзді сізге берейін. Мынау Ақкөлде училищеде жұмыс істедік. Марат бәріміз солдың Таластың топырағын ізін бастық, суын іштік, нанын жедік. Елі дархан ел жұртпен араластық, үлкен кішімен. Осы Таластың топырағында балаларымыз дүниеге келді. Олар әлі сұрайды, жаңағы біз қайда тудық деп Талас ауданын. Ал енді бұл Талас ауданында бүкіл әлемге белгілі әулиелі жер. Мен соны санаймын. Сондықтан үлкен кішіге, жерге, елге дегенде сәлем берейін деп келдім. Ал енді оны өздеріңіз білесіздер. Мынау Тәңір қазған, бөрі қазған заманнан бері бұл елдің топырағында көптеген батыр аталарымыз, еңбек сүйгіш, отан қорғағыш батыр аталарымыз 56 мет, 53 мет, сондай батыр аталарымыз бар, жаңылыспасам. Одан кейін 56. Одан кейін осы Талас топырағында мен өйткені әулиелі жер дегені мынау кішкентай ғана 60 үйлі ма, Амангелді деген өздерінің туған жерінде, Көсемәлі мен Мараттың туған жерінде барлық ақын десем жаңылыспаймын. Бәрі жазушы, бәрі осы өнер адамдары десем, мен соған қарап отырып, осы қазақ еліндегі жазушылардың, ақындардың бір дарынды ұрығы сол ауылға түскен сияқты болып көрінеді маған. Ал енді Көсемәліге келсек, замандас бауырымыз, мен өзі қызық оқырман ретінде бірінші ақын болсын, жазушы болсын, шығармаларын оқимын да, кейін артынан барып жүздесім. Табақтас болып, сырлас болып, сондай бір маған сондай бір ыңғайлы болып тұрады бір өмірімде. Бұл Талас ауданында жүргенімізде мен енді
шаруашылықтың адамымын. Мынау мамандығымыз механик инженер болды. Сондықтан темір терсек көп. Сол сияқты сол кітапты оқығанда темір терсекті оқыдық. Мынау ақындардың бір өлең жазған библиотекаға барғанда бүйтіп қараймыз ғой кітапты сыртынан. Мұны құл өлең болып тұрса, ой қойш деп бүйтіп қыстыра саламыз. Жазушылардың бірдеңкесі болса, оны бүйте саламыз да. Анау трактордың, комбайнның, құрылыстың нелерін оқып кететін жағдай болды, оны жасыратын неміз бар. Бірақ негізі мектеп кезінде кітапты оқытатын, кітап оқитынбыз. Трактористер де, енді мынау егін шаруашылығында, ауыл шаруашылығында қойшы болсын, барлығын қойында кітап жүретін. Солардан тәлім алып, соларға еліктіп оқыдық. Сол бұрынғы жас кезімізде оқыған кітаптың несі бар ма деп. Ал енді мынау Көсемәлінің шығармашылығына келсе, мынау бүгінгі құтты болсын Көсеге, мынау ауылыңызға ат арылтып келіп отырмыз. Ат жылқы бір баспайтын жерін үш басады дейді. Сол сияқты мына топыраққа келіп, не қылып қуанып, менің өз түрімен ұйықтаған жоқпын. Өзі бір әсіршілеу, бірдеңеге ұқсаған, жеңіл сезімді адам, былай қауқиған түрім болмаса, кешірімшіл мінезім, жас бала бар ма, үлкен бар ма, мен ешқандай кек сақтамайтын бір қасиетім бар. Осы айтады ғой қазақта, ата жау болса да мен кешіре саламын. Сәл-пәл анау шай көйлек не қанша кек кеше дегенде сондай болып келеді. Ал енді Көсемәліге келсек, бірінші кітаптар қолыма түсті, бір ойда жоқта. Оқып отырып, ол жаңағы тақырыбы мынау Хауананың көжасын дегенде бір ішінде бөлек-бөлек қазанама не туралы. Соны бүйтіп оқып отырсам, мен оның авторына да қараған жоқпын. Бірінші авторына қарамаймын ғой, қараймыз. Сонда бір жазылады бейненің. Allah келейші деп жаңағы бір ақын жігітті іздейді ғой енді. Сонда көп келеді өзі. Сонда сол ақын жігіт жер қазады екен, өлең жазады екен. Ал неге сондай бір несі бар екен, бейімділігі. Сол кісінің істеп жатқан жұмысына кедергі жасамайын деп өзі бір қалың ойда жүріп неғыр уақытта бір деталын айтып кетейін. Сонда жігіт несін жер қазуын тоқтатып келіп бұл кімге Көсемәліге келіп түртеді ғой. Қалай ұнады ма дегендей бір неғыр уақытта бұл бейхауыр тұрған уақытта адам селк ете қалады ғой. Сол өзім менде бір селк ете қалатындай бір жатып келіп күлмеспін ба өзімнің. Ана оқып отырған уақытта менің өзіме неғын бір қорқынышты ғой ол бейіттің несі. Сол сияқты бұны сондай тамсанып жазғаны бұл шеберлігі, мен жазудың шеберлігі. Адым аттаған сайын жаңағы суреттеу, көркем сөзді қолдануы, мынау кейбір тылысым кейде не болатын жағдайларды шебер қолданатында. Мысалы, қандай болмасын жаңағы анау балкондағы шығып тұрған жаңағы кісінің суреттеуі, арақ ішіп не қылып тұрғаны. Оның жанында баласының таласуы, ол өнеге тәрбие, мінеғындақысы. Өнеге жаңағы үміт күткен адамы осындай болып шығады деген кейбір мынау атмосфералық адами тұрғыдан тәрбиелік болғанда қоса жазғаным мені сондай қуантып не қылады. Шарбақтың жазылмайды. Иә. Содан кейін жалғыз. Сонда көз алдыма мен мұны кино ұқсап көрінеді, бұның жазғаны. Кәдімгі қасында бірге жүргендей болды. Анау жаңағы шал кісінің Сталиннің басын беріп жіберген уақытта тегілеп қапқа, сондай құммен тегілеп неғаны, соның тәсілі,
оның кетіп бара жатқан несі, НКВД-ның ұстайтын несін барлығын жазған уақытта мынау мен ұқсатам, мысалы адамдарда шебір адамдар болады ғой. Мысалы қамшы өретін адамдар, қайыс тартпа өретін адамдар болады. Сол екінің бірі өйтіп өре бермейді, шанда кездеседі талантты адамдарға. Соғысып, жазуға қолданылған әдістердің бәрі өрмелі, сондай көркем болып келе жетеді. Содан кейін мынау несі баяндаған уақытта ауылдың, нағыз ауылдың суретін. Өзіміз бәріміз ауылда болдық, сондықтан маған жақын. Бұлар енді Марат екеуі бірге оқыған ғой. Біз дарбыз ұрласақ, бұлар кітап ұрлайды. Дарбызға онда тәтті де ұрлаймыз. Бұлар мен қарап отырмын, ой, бұның баяғыдан сол кітапқа құмарлығы, тәттілігі осыма деп қаламын. Кейде жатып қараймын. Көсемәлі сол мектептен ауыл баласынан қалай бұл журналистикаға барып, осыншама дәрежеге көтеріліп, елге танымал болып, онан кейін жүйрік жазатыны. Біз енді өмірбаянды пәленбай жазамыз ғой енді. Сонан кейін кейбір кезде оқып отырғанда бір газет бетіне берейінші, осы оқырман ретінде деп жазайын десем, 6 ай толғатып жүргенде кім Арғынбай ағамыз жазып кетті бір күні газет оқып отырсам. Көсемел тұрады. Көсемеліні жаңағы қалай жазған, қалай детальдарды қолданғандары керемет қылып жазған. Мен сөзім жазып кетті. Содан кейін мен не жазам білмедім де, ай ағам жазыпты ғой енді. Енді мынау жаңа көрдіңіздер, Ниязал ағамыз. Менің айтатын сөзім бәрін айтып қойды, мен мысалда. Мен сондаймын өзі. Осы айтамын ау, бүйтемін дейді жүрген уақытта, елдің бәрі айтады. Енді сол кейін бұл қызық өзі. Мен мына бір сөзден бір сөзге ауысып кете беремін. Сонда бір әдетім бар. Оны кейбіреу түсінемін, мен өзім түсінсем болды, басқа түсіндіргенде де. Сен де бір кейіпкерге айналасың. Бір кейіпкер болып тұрсыз ғой сіздер. Бұл көсемәліні мен айттым ғой, шығармашылық бірінші оққаннан кейін ұнады, осы бір жолығатын жігіт екен деп жүрдім. Мұны Маратпен бірге істегеннен кейін әлі араласпай жатырмыз. 80 жылдан бері қарай, Құда қаласа. Үйіне шақырғанда жора жолдастар Талас ауданымен мен негізі кітабымда жазып кеттім. Талас ауданының жоғарғы Талас қырғыз елі мен төменгі Таластың адамдарына елге барғанда мен бейжай қалам. Өйткені маған ол келінің бетін кім ашса солтүстік деп бірінші жұмысымның еңбек жұмысын басталғаны осы Талас ауданы. Сондықтан маған өте ыстық болып көрінеді. Басқа елден гөрі, енді басқа елдермен төмен санамаймын ғой. Өнеге мен қанымда қырғыздың қаны бар екен, Тұмнағашымыз Қырғызстан болғаннан кейін олардың ырлары мен елдерін бәрін жақсы. Осы екі ауылда. Содан отырыстарда Мараттың аузынан естіліп қалады. Класстас екен. Көсемәлі дейді. Мен ойпырмай Көсемәлі деген қай жерден естідім, қандай еді. Содан кейін көсемәлі дейсіңдер. Ол жазушы жігіт емес пе десем, бірге оқыдық қой, құлынтайдай бірге өстік қой дейді. Содан Маратқа айттым, жолып тұршы, мені таныстыршы. Содан екі ортада мен бармай қалам, Көсемәл бармай қалады бір жерлерде. Сонымен таныстық, табақтас болдық, тойларында бірге болдық. Міне содан бері қарай жақсы, енді оқырман болмасам да жазушының жанында шаш буын көтеріп жүрміз, былайша айтқанда. Сондықтан кеше звондап еді. Бұған да Құдайға шүкір, түнімен ұйқым шала болды, ұйықтаған жоқпын. Кітабын қарайын десем, бір-екі ауыз айтайын десем, кітабын библиотекаға апарып өткізіп қойғам. Анау жаңа мектеп соғылғаннан кейін.
сол жерде Көсекенің кітабы тұр, құда қаласа кітабы молаяды деймін, оқырманы молайсын. Мынау жастарға айтайын дегенім, осы бәріміз ауылдан шықтық. Бұл қазақ халқына жететін, енді ешкімді халықты төмендетпейін, біздің бір озатын жағдайымыз, мынау таза қанды 7 атаға дейін араласпаған, соның ішінде біздің қасиетті. Өнер болса, өнердің алдына түсеміз. Спорт болса, спорттың алдына. Мынау қазақ халқын көріп отырмыз ғой. Сондықтан біздің қанымызда ақындық өнер, дәстүрді не қылатын өнер, спорттық өнер. Соның ішінде мынау кітап, тәрбиелейтін кітап. Ешқашан міне 60-тан асып бара жатырмыз ғой. Кітаптан, сол кітаптан тәрбиеленіп жатырмыз өз-өзімізді. Міне ақын жазушы ағаларымыздың айтқан Сәкеннің кітабынан оқимыз да тәлім аламыз. Сондықтан бұл адамды, елді, жұртты тәрбиелейтін кітап. Сол кітаптың ішінен табатын асықтарыңыз Көсеменің кітабында, Сәкеннің кітабының алдында, басқа жазушылардың алдында. Сондықтан мынау енді ауылымызға келіп, жағаңыз жайлауда емін-еркін келіп, кішкене көңіл тоқтық, бұл да адамға шығармашылыққа шабыт беретін дүние. Сондықтан мына құтты болсын, ел жұрт аман болсын. Мен сіздерге айтайын, менің есімнен, менің жүрегінің төрінен орын алатын Талас ауданының топырағы деп білемін. Сол ауданда өскен ер азаматтардың. Рахмет. Рахмет аға. Мынау адамды жақсы көріктендірмейді, оны еңбекқорлықпен қарапайымдылық көріктендіреді деп шерхан мырза айтамыз. Міне осы Көсем ағамыздың да осындай деңгейге жетіп отырғаны осы талмай еткен еңбегінің бірі шығар. Аға бір енді осы жерде өзіңізде әу дейтініңіз бар еді ғой, соған қарап сізде қазақтың әнін айтып едіңіз. Мына бір балаңыздың бір әнін тыңдаңыз. Резиденциясы бізді президент қабылдап отыр. Егемен Қазақстан Жамбыл облысындағы тілшісімін. Мынау басқа облыстардағы тілшілер. Ішінде аппаратта істейтін жігіттер де бар. Иә, жақсы. Президенттің қабылдауыстар. Бұл 1984 жыл болды. Президенттің қабылдауы сонда? Иә. Жақсы. Келесі суретке көшейік. Мына жерде мына екеуісі бір кездегі сурет қой деймін. Сөйтіп қатар қойдым. Иә, бір кезде. Анау мына жақтан қолын қалтасына салып тұрған жігіт тұр ғой.
төс қаласасын ғалым деген жігіт өлең жазатын әдебиетке ғалым жайлыбай емес па? жоқ басқа ғалым Таразда тұратын. Осы Шоқайда бір туысқандар бар ма, бірдеңесі бар еді осы жігіттің. Бір келген, мен машинамен алып келгем. Осы мына машина алды, мына 0777 деген. Жоқ, мына жігіт алды, ғалым алды. Содан кейін анау отырған мен, анау ашки киіп төмен қарап тұрған Кеңес Рахматуллаев деген Ақжол газетінің бөлім меңгерушісі өнеркәсіптің. Мынау Жана Төлендиев деген Ақжол газетіне жұмысқа келген сол кезде. Соны жуам деді, содан бәріміз мынау элеватор жағына шығып кетіп, машинені. Иә. Сол егеменде істейтін кезім. Ал мынау суретке келді. Мынау енді анау тұрған Сталиннің рөліндегі Спандияр Мұқышев деген. Біздің ауылда айтып жатсыңдар ғой, таланттар шыққан деген. Сол Амангелден шыққан Спандиярбек Мұқышев, Сталиннің рөлін ойнаған, Абайдың рөлін ойнаған. Сол Сталиннің рөлін ойнағанда мына бір топ анау Әбілда Сәрсенбиев деген менің жанымда тұрған, мен мына шетінде тұрған. Мынау кім Әйтімбет Қыдырәлиев, осы жерде рабковтың бастығы болған. Сәрсенбиев екеуі, Әбілда екеуі бірге оқыған. Мынау Қарабай Сатқанбаев деген актер, мына шетте тұрған, қарама-қарсы тұрған аға, мына шетте, мына жағында тұрған, Әбілданың мына шетінде тұрған. Шетіндегі шетінде. Иә. Осы бәріміз рөлің құтты болсын, жақсы ойнадың деп сыртқа шығып, жаңағы қуанышын бөлісіп тұрған кезде. Жақсы. Келесі суретке көшейік. Ал. Мынау ортадағы Асқаржан Сәрсенов деген белгілі балалар ақыны кезінде Бердібек Соқпақбаевтан баталған. Мынау оның жағындағы Болат Бекжан, өздеріңіз білесіздер. Болат Бекжан Сейілбек ауылында Бестем ауыл дейді, бірақ бұл да бала кезінде Амангелдіде туып өскен. Өз естеліктерін айтады. Иә. Мына жағындағы мен. Мынау жердегі анау Маралтай Райымбекұлы деген қазір атақты ақын болып Алматыда жүр ғой. Соның Таразда жүрген кезі. Иығымдағы анау Олимпиадаға қатысқан әлем чемпионы Олжас Сәттібаев деген сол балам. Осы жерде аға бір айта кетейік. Жаңа 1988 жылғы алған марапатыңызда соған тура сәйкес келген сияқты. Үйдегі жеңгеміздің бір естелігінде бір естіледі. Солай ма еді? Олжалы болдық, Олжас болсын деп қойдыңыздар ма? Иә. 88 жылы мен жаңа шығарманы жазып жүрдім ғой. Айттым ғой, көктемде май айында бастадым ба, апрельде бастадым ба, содан июньге дейін бітірдім ол деймін. Сол кезде бұл 2 май күні өмірге келді. Сол кезде мен мынаны жазып жүрмін, осыдан бір олжалы болайыншы деп олжас қойғам атын. Иә, дұрыс, жақсы. Қайттан көрші, ана бір машинаны дөңгелеген тұр, сол менің егемендегі служебный машинам. Оны да айтып қайын. Дұрыс. Келесі суретке көшейік. Ана қайттайшы Маралтай туралы айтайын. Маралтай деген ерке болды. Мынау Сарысудың Тама деген ру бар ғой. Соның бір алғыр өжет баласы болды. Сол ең алғашқы өлеңін маған әкелген, еңбек туына. Ең алғашқы өлеңін мен жариялағам. Соны мен өзіне сол газетті тауып берген өзі. Кейіннен осында келіп 50 жылдығын өткізген кезде таң қалды. Бұл Алматыға кетіп бара жатқан кезде өлең жазған общий тетрадын маған тастап кетті. Мен Алматыға кетіп бара жатырмын, ол жақта әлі білмеймін, ешкімді танымаймын. Күнім не болады, мына тетрадың жоғалып кетпесін, дәптерім сізде тұрсыншы деді. Мен мақұл дедім де сейпіме қоя салдым. Содан бұл оны сұраған жоқ, мен де ұмытып кеттім. Бұл сол жақта жаңағы серілі құрып жүрді. Кейін өзін-өзі тоқтап, өзін-өзі ұстап, кәдімгі елге танылды. Сол кезде неге ауылға келіп, Таразға келіп, үлкен театрда не жасады? Шығармашылық кеш. Сол кезде мен барып сөйлеуім керек, бірден айтуым керек. Сол кезде жаңағы дәптер есіме түсті. Сөйтіп жаңағыны сейіптен алып, апарып, сол жерде өзіне 10 жылдан кейін тапсырды. Сол кезде қуанғанын көрсем келеді. Сонда айтады, аға дейді, мен екі өлең апарғам, біреу Ленин туралы болғанда, сен Ленин туралы енді жазба деп айттыңыз дейді. Жақсы. Келесі суретке көшейік. Алматы қаласындағы. Мына ортамызда тұрған Қадыр Мырзалиев атақты ақын. Бізге сабақ берген. Өтіп кетті. Тұра тұрсын жаңа осы. Қадыр Мырзалиев ағамыз. Ана біздің студенттеріміз. Мен жаңа заочный оқып деді ғой. Үлкен кісілер де бар арамызда. Жастар да бар. Біз кейін очныйға ауысамыз деген әрекет жасап жүрген кезіміз. Сонда студенттер Қадыр ағаға мынандай өлең шығарған. Біздің Қадыр аға мырза ғой, жақсы деген бағаға. Қадыр аға мырза ғой, жақсы деген бағаға. Студенттер
риза ғой біздің Қадыр ағаға деп өлең шығаратын. Енді мынау сіздің енді бұл енді үлгі тұтқан ұстаздарыңыз қазақ әдебиетінің алыптары ғой енді. Әбіш Кекілбаевтан бастайын енді. Әбіш Кекілбаев білесіңдер, ғажап үлкен романист, тарихты да терең білетін, шешен, Шерағамыздың өзі. Мен Шерағаңа мына жерде интервью алып отырмын. Талапты ауылында інісінің шарбағында отырмыз. Ар жағында ит үріп жатыр, сиыр үріп жатыр, түспей қалған ғой. Сонда осы кісіден қазіргі мықтылар кім дегенімде, қазіргі қазақ әдебиетіндегі мықты Әбіш деген. Екеуін жақсы көпсіңдер. Сол Әбіш ол. Екеуі дос болатын, екеуі бір-бірін жақсы сыйлайтын. Екеуінен де интервью алдым. Мен Шерағаңнан интервью алған кезде, ешкім жас алашықта істейтін кезім 40-тамын мен ол кезде. Бұл кісі 70-ге келіп қалған кезіме 70-ге толатын болғаннан кейін 70 сұрақ алып бардым. 70 сұрақ деген сұмдық қой. Содан кейін әлі сөйлеп отырмыз, анау біреу диктофоным тұр. Бір жақсы жер ол кездегі диктофондар қарапайым болатын. Қазір цифровой дегенде адам меңгеру қиын болады екен. Осы толғанша сөйледік. Соңғы маған айтады ғой, ай бұның бәрін қайға сыйдырасың сен бұл. Сөйтіп жас алашқа бір бет болып шықты. Шаман келсе шындықты айт деген тақырып. Мінекей осындай ол адамдар. Әбекең туралы бір естелік айтайын. Амалбек Тышанов деген кісі осы облыста әкім болды. Соны ол кісі тарихшылар сол кезде жаңадан шығып жатқан өлке тарихын Сәкен жазып ғой, сол сияқты Бақтияр Әбілдаев деген Аңырақай шайқасын жазып, үйтіп осы жерде біздің Қордайдың жанында Аңырақайда жоңғарлардың бетін қайтарған деген әңгіме 300 жиналған сөзге. Сонда Итішпестің Алакөлі деген көл бар, сол осы маңайда. Соны іздеп бәріміз Қордайдың тауларын кезіп кеттік. Сонда Әбіш аға келді. Әбіш аға келді, біз енді джипі бар, нивасы бар, әйтеуір мына тауларды кезіп жүрміз. Енді кеп бір битке кеп тоқтадық қазір. Қордайдың ар жағында перевал бар ғой, сол жерде битке белгі орнатып қойды ғой, Қордай батырға. Сол жерге тоқтаған кезде бұл кісі шашы сенді бұйра ғой. Кімде тарақ бар, шашын тарайшы деді. Сөйтіп Бақтияр Әбілдаев жылдам ол, мен үлкен болса да жылдам еді, сарт етіп беріп. Мен мына тарағымды ағашана кісі беріп қойды. Соны енді кішкене әзілді жақсы көремін. Қап менің тарағыммен тарайма деп тұр едім деді. Әбіш аға өте не адам ғой, психолог, адам көңіл күйін білетін ұстаз. Әкел деді маған. Сөйтіп менің тарағыммен тарады жаңағы. Үйге мақтанып келдім, Әбіш менің тарағыммен тарады. Жақсы, керемет. Келесі суретке көшейік. Мүмкін сіздің мынау жолыңызда кездескен ағаларыңыз, шығармашылықтағы Олжас Сүлейменовтен бастайын. Бұл мынау Париж. ЮНЕСКО деген бар ғой. ЮНЕСКОның көлемінде аталып өтті, ЮНЕСКО шақырыпты деген сияқты. Сол ЮНЕСКОның мынау залы. Сол жерде үлкен Тараздың 2-ші жылдығына байланысты өтті, жиын өтті. Ғалымдар, шетелдің ғалымдары, ол кезде бұл кісі сол жақта қызметте үлкен елші ма, білмейді. Сонда сол жерде бұл кісі де келді. Мен жаңағы әрі журналист, әрі оператор, бәрін мойныма жүктеп қойған, жұмыс істеп жүрмін. Сол кезде осы суреттің несі, жас алашта істеймін бір жағынан, осы суретке түсудің сәт түсті. Енді орысша монша жоқ болғаннан кейін бұл кісіне шешіліп сөйлесе алмады. Әбіш сияқты, Шерағаң сияқты. Оны да мойындау керек. Мына жерде отыр, екі көкенің ортасында отыр. Мынау бүйтіп отырған, бүйтіп елен Әбіш көкен. Ол мынау ақынның кісісі, Бестерек. Осы мектепте болған бұл кісіде. Иә. Ортадағы білесіздер, мына жақтағы жаңағы Қордайдан шыққан Несіпбек Дәутаев деген жазушы осы. Менің шығармаларымды көп қолдады. Көп жақсы сөздерін арнады, рецензиялар жазды. Ортада отырған мен. Иә, жақсы. Келесің қабылдап отырған ол. Ал мына жерде енді тау тұлғаның қасында тұрсыз. Сол жақтан бастайық. Мынау енді дүниежүзінде танымал жазушы Шыңғыс Айтматов. Сол Шерағаңнан интервью алғаннан кейін жүргем, енді не жазам, енді кіммен кездессем екен. Содан бір сәт түсті, бір суретші, художник досым бар еді. Аманат Назарқұлов па? Өзінің аты Аманат емес еді, кейін Аманат деп өзгертіп алды. Сол Аманат айтты, неге Шыңғыс Айтматовқа баруым керек, Шыңғыс Айтматов менің суреттерімнің көрмесін ұйымдастыру керек, Брюссельде ма, бұл сояқ деді ғой, елші ма бірдеңе. Содан түнде неде шығып кеттік Бішкекке.
жақсы сәлем айттыңыз ба? Содан Қырғызстанға шықтық газелмен ба бірдеңемен. Мен жаңағы видеокамерамды алдым, диктофонымды алдым. Сөйтіп Қырғыздың Бішкектен түстік қой енді. Сөйтіп қайқа барасыздар деді, өңкей қырғыз таксиде тұр екен. Мен сол кейін жаздым соны естелік қылып. Сонда мен таң қалғаным. Алматыдан түсіңізде саяхаттан ба, жаңа қазіргі сайран ба, содан түсіңізде мені Әбіш Кекілбаевтың болмаса Шерхан үйіне апарып тастаңыз дейші, біреу білмейді. Қаяқта тұратынын, ондай жазушы бар екенін де білмейді. Енді мына кісінің осы датаво дейді ғой, соншалықты халықтың адам болып кеткені сол, таксилер таласты ғой, мен апарайын, мен егін білемін, қай үйіне барасыз дейді ғой. Енді көңілін қалдырмайсың, біреуін айтып, біреуіне міндік. Сөйтіп жаңа үйіне алып келді. Бұл үйінде жаңа кім хабарласып қойған ба, күтіп отыр екен, Аманат жаңа Назарқұлов. Сөйтіп үйінде шай іштік. Әйелі ол кезде Түркияда ма, бір жақта жүрген, жалғыз өзі екен. Одан кейін бұл кісінің жанында өмір бір көмекшісі бар ғой, ол кісі туралы жазып, осы кісі туралы, сол кісі бар екен. Ондай бір Европаша шай іштік. Шай ішіп отырып мен бұл кісіден интервью алдым. Оны жаңағы бір оператор Делтап ағамыз түсіріп алды. Соны сыртқа шыққан кезде суретке түсейік деді. Сол суретке түскен кезіміз мынау енді түнде түсті. Ол кісі үйде пижамамен жүр. Менің жаңағы киіп барғанымда пижама сияқты болып қалды. Сөйтіп суреттің тарихы сондай. Мына бір кітап тұр ғой, ақ кітап. Содан кейін айттым шақырған. Сіздің кітапханаңыз енді керемет қой, енді ұлылар тұр. Мына менің кітабымда жерде тұрсыншы, тастап кеттім. Жақсы. Тұрған шығар әлі. Енді мына Светқали Нұржанов деген Айтман болсын. Айтматов, Шыңғыс Айтматов. Мына кісіні Айтман демей ма? Қазір Айтман дейді. Мен жаңа Айтман ұқсас екен. Шыңғыс Айтматовтың тағы несін айтайын, жаңа бала кезде кітап оқығанды айттым ғой. Мынандай қызық болды, мына балалар, ұстаздар білсінші, мысалы айтасыздар. Жаңағы Марат айтпақшы, бізде әр мектепте буфет болады ғой. Ол кезде буфет болатын. Буфеттің бір жағында қағаз, қалам, кітап тұрады, бір жағы кәмпит, пішни, вафли, халва деген тұрады. Пирожки сатады. Соны үзіліс переменге шықты дейді, үлкен үзіліс. Соған шыққан кезде балалар барады, халва алады, вафли алады, кәмпит алады айтыр. Мен барамда солармен бірге алам, бірақ көзім бір кітапта тұрады. Қызығам жаңа кітапқа. Сөйтсем ол ақ кеме деген кітап екен ғой. Ананың сыртында бір бала судың ішінде балдырлардың арасында жүзіп бара жатады. Соның оқиғасын білгім келеді. Мен қысқа суретші кітаптың мазмұнын сап қойды ғой, бір түйінін. Соның жаңағы кәмпит аламыз деген тиындарымды жинап бір күн анаған 7 сетін қалғанда жаңа буфетшіден сатып алдым. Сол кезде ана кітап сұрағанда өзінің көзді өйді, одан сайын да болып кетті көзі. Таң қалды. Ешкім кітап алмаған ғой дейін, алсам мұғалімдер алатын шығар. Сөйтіп соны оқып шықтым ғой. Соны бір күні жаңағы Исалы Қырықбаев кім қандай кітап оқыды деп сұрайды ғой, анда сонда ақ кемені оқыдым дегенде ана кісі таң қалды. Соны жаңа біздің ауылдан Шорабек Айдар шыққан ғой ақын. Сол кісі естіді мен ақ кемені оқығанымды. Сөйтіп ол айтты, бұл кісінің Тау мен дала хикаялары деген үлкен кітабы бар. Соған не алған, сыйлық алған мемлекеттік. Соны оқы деді. Ананы оқып бүкіл шығармасы соның ішінде екен. Бәрі қазақша аударған сол кезде. Соны оқығаннан кейін басқа адам болып кеттім. Ана ауылдағы балалардан көп басқаша ойлайтын, жаңағы кім айтты, сурет, қамшы өргендегі сурет. Мысалы үшін мына кісінің Шынарым менің, Шырайлым менің деген повесі бар. Сонда машинаның астына түсіп, бәріміз ер азаматтар машина жөндейміз ғой, ағаларды көріміз. Сонда жанынан дейді, машина жөндеп отқан кезде жанынан келген адамның аяғы көрінеді ғой только. Осыны тыңдап алыңыздар. Осы аяғы көрінеді. Бір аяқ кейін келеді, галошы бар, бір әйел екенін біледі. Әже жүре беріңіз дейді, мен машинам жөндеп жатырмын, ұзақ тұрып қаласыз дейді. Сіз ана мен әже емеспін дейді. Жас келіншек қой. Сөйтіп екеуі таныса, анау осы уақытқа дейін санамда қалды. Сурет қой, сурет. Міне жазушы осындай болу керек, ақын да осындай болу. Сол осы кісі маған көп нәрсе үйретті. Өзі үйретпейді, жаңа кітап арқылы үйретті. Осымен кетті. Мынау Айтман. Айтман дегеннің ол енді не екенін білмеймін, өзін Айтман дейді. Бірақ мұның аты Светқали Нұржан. Былтыр ғана мемлекеттік сыйлық алды. Мынау Адай Маңғыстауда тұрады. Екеуміз, мен әскерден келгеннен кейін оқуымды жалғастыруға Казгіге бардым ғой. Содан мен Алатау деген жатақхана болды Казгіградтың жанында. Содан кейін сол жерге неше түрлі Алматыға барған талантты жастар жиналады. Содан бір жігіт мені ертіп барды филфактың жатақханасына. Бізде орын бар, сен сол жаққа жат деп.
сөйтсем ол ақ көңіл екен, мына көкем сияқты, досым сияқты. Бір тар бөлмеде екі ақ төсек, біреуі Светқалидікі, біреуі өзінікі. Мен қайға жатырмын? Біз бірге жата бер дейді ғой. Өзі неге Айтман екеуміз бір төсекте жаттық мына айды. Бұл кішкентай өзі, мен дәумін әскерден келіп. Мына бай ұстайын жаңағы, мен көк орында алып қалдым ба деп жаңағы. Сығылсып, соң ертесіне бездім, қойып, мына жерде мен жатамайды екен деп. Сол жас бала сол кезде, қазір үлкен азамат болды, үлкен мемлекеттік сыйлық лауреаты болды, әлде хабарласып тұрамыз. Жақсы, рахмет аға. Енді мына жерде сіздің марапаттау алып тұрған кезіңіз, осы жерде әңгімелеп өтсеңіз. Жақында ғана болды, мына Мереке Құлкенов деген Қазақстан жазушылар одағының басқармасының төрағасы жақында облысқа келіп, облыс әкімімен кездесті. Сол жерде маған Қазақстанның құрметті жазушысы деген белгіні табыс етті. Аға енді әңгімемізді қоя тұрайық, жаңа жерде тұра берейік. Мына көрермендерге орайық, бағанадан бері сізбен әңгімеңізді тыңдап осы жерде отыр, осы оқушыларымыз арасында сіздің шығармаларыңызды оқығандар бар. Соған байланысты сұрақтарын қойса, қайсымыз қоямыз? Қоя берейік. Ал, ұялма? Дайындалып отырыңдар, мен қойым деп бағана. Тұр. Елге жатыра ғой. Саламатсыз ба? Осы жақын арада сіздің Хауа ананың көз жасы деген шығармаңызды оқып едім. Сол шығарма бойынша менде бір-екі сұрақ туындаған бар. Сол шығармадағы Хауа ананың бейнесі мен қазіргі аналардың бейнесінде қандай байланыс бар? Хауа ананың бейнесін көрсеткен кезде қазіргі аналардың бейнелері көрінді ма деген сұрақ. Әсері, ойы, өзінше ерекше ойлануы, Хауананың көз жасы. Мен Түркияға барғам, Түркияда бір теңіздің жағасында бір неде жаттым, санаторияда. Сонда ойланып, сонда жазған бұны мен. Мынау қазір соғыс болып отыр ғой әлемде. Ресей мен Украина соғысып жатыр. Ол кезде Израиль Палестинамен соғысып жатқан, әлі де соғысып жатыр. Мен негізі соғысты жек көремін. Бала кезде соғыс ойнадық. Соғыс киноны жақсы көретінбіз, бірақ өзім жек көреміз оны. Жас адам, жас балалар, аналар, ағалар, апалар, қарындастардың жазықсыздан қырылған өте жек көремін. Бұл соғысқа қарсы соған наразылық. Жаңағы сол, ол жерде менің ойымда сол палестиналық қыз ба, келіншек ба, сол тұрды. Жаңа оқысаң, жаңағы түнде теңіздің жағасында жүреді ғой. Сол кезде жаңағы неде жатқан, санатория жатқан балконнан көреді да барып танысып барады ғой жаңа ер азамат. Сезбеген сөйлеседі. Ананың жағдайыңыз қаяқтан келгенін сұрайды, осындайдан нақты айтпайды. Оны да солай жасадым. Өйткені бір ел десең болмайды. Өйткені ол бүкіл әлемге ортақ соғыс. Сол жақтан келдім. Анамнан, отбасымнан айырылдым. Мына жерде мен жұмыс істеп жүрмін, даяшы болып. Сонда жаңағы жазушы ғой енді, жазушы ма, журналистерден сұрап тұрған. Сол айтады, осындай әңгімелесіп тұрған кезде айтады, мынау теңіз шалқып жатқан, неден пайда болды? Бұл ананың көз жасы дейді. Мен бұрын ешкім айтпайды ғой бұндайды. Қалай теңіз ананың көз жасы, бірақ екі жақтан ол осындай бір неден ұлынан айырылып жылай берген, содан теңіз пайда болған. Ана теңіздің ащы болатыны, көз жасы ащы болады, кермек болады. Ал енді сол кезде өксіген әке әйел адам сияқты жылай алмаса да кетпенді алып жердің топырағын, тасын лақтыра берген, одан ана тау пайда болады. Осындай, бұл жерде жаңа сенің сұрағың орынды, сол әрбір ананың жүрегіндегі бұл қайғы қасірет. Рахмет. Тағы да сұрағыңыз бар ма? Өзін таныстырып өтіңіздер, сұрақ қойдыңыздар. Мен осы сіздің шығармаларыңызбен таныс бола отырып, маған ең ұнаған шығармаңыз нөмірі бірінші ұры шығармасы болды. Яғни осы нөмірі бірінші ұры шығармасын жазуға не түрткі болды? Қандай ойларыңыз? Өте жақсы шығармамды оқыпсың. Өзіме де ұнайтын шығарма. Бұл осы 20-шы жылдары жазылды. 19 жыл ма. Білесіздер ма, қазір біздің
емес үлкен басшыларымыз, сенген министрлеріміз, тіпті үлкен жерде істейтін кісілеріміз ұры болып шығып жатады, ұсталып жатады, елін сатып жататындар да солардың арасынан шығып жатады, ұрылар да солардың арасынан шығып жатады. Осы мені қатты толғандырды. Соны енді бұны жаңағы көркемдік шеберлікпен әңгімеге айландыру керек қой. Сонда осы жаңағы нөмір 1 ұры деген тақырып ойыма келді. Бұл жерде мен қай бір әңгіме жасасам да ішінде балалар жүреді. Әңгіме басталған кезде балалар ойнап отырады. Ауылда кімнің үйі, нөмір 1 кімнің үйі? Нөмір 1 кім деген, нөмір 1 үй анау үй, нөмір 1 бай анау, нөмір 1 анау деп балалар өзінше әңгімелесіп отырады. Сол кезде біреу айтады, нөмір 1 ұры кім дейді. Соны бәленше дейді. Атын айтпаймын. Содан сөйтіп, оны қайда білесің дегенде, ол өзінің досының үйіне келіп отырып, досының костюм шалбарын, өзінің асқан етті, далаға жайықпен етті, бәрін артып, атына мініп кетіп қалған. Нағыз нөмір 1 сол дейді. Сөйтсе, сол ұры жаңағының талдың тасасынан көріп тұрады. Сол кезде соны айтқан баланың зәресі қалмайды. Сонда ұры келеді айтады, менің ұрлығым бер жағы, ұрының көкесі анау деп жаңағы бір сол кездегі директордың үйін ба сол жағына қарап тұрады, оның үйіне жаңағы дәу ғой, зәулім. Олар енді бұл сияқты ұрламайды ғой, бұл жаңа түн жамылып, қорадан алып, қиындық көріп ұрлайды. А олар дейді, бір қағазбен ұрлайды, қол қоя салып ұрлайды. Сөйтіп ұрлайды дейді. Мен осыны алып келдім да, біздің мынау сол кездегі қазір Тоқаевтың заманымыз, бұрынғы заманның билігін алып келіп, сөйтіп нөмір 1 деп ұрлады. Жаздым, нөмір 1 ұры деп. Енді ол бір емес, мақала емес, құрғақ сөз емес, көркем қызықтырып жазу керек қой. Ол жаңағы өзінің қалай жазалағанын, бетіне дарбыздың дәнектерін енді сұмдық. Оны маған бір кісі айтып берген, осындай болған деп, өмірде болған оқиға. Сөйтіп, енді аты ана кісінің билігі кез. Аты нөмір 1 тұр. Нөмір 1 адам біздің елде кім екенін енді бәрі біледі. Бұны енді ана жариялауда, жазуда қиын нәрсе. Соны Ақжолға бердім, өзім редактормын. Сөйтіп, біздің газетті ішкі саясат көріп отыратын. Біреу звонит етті ма, айтып қойды ма, мынаның мазмұны осындай бірдеңе деді. Маған звонит етті, ішкі саясаттың бастығы, қазіргі Аманат партиясының бастығы Дауыл еді. Дауыл Ынтықбаев па, аға мұнан алып тастаңызшы, кейін жариялаңызшы, маған тиеді ертең деп. Соны алып тастадым. Бірақ сол газеттің білмеймін дейді, қай жерде шетіне жазып қойдым, мен осындай звонит еттім, мынаны алдырып тастады. Кейін тарихқа керек қой. Сөйттім де жүрдім де қазақ әдебиетіне бердім. Қайтер екен осылар деп. Сөйтіп қазақ әдебиеті басамыз деп отқан күні шықпай қалды. Бірден білдім, мынау бұл жақтан бір звонок болды ма, не болды деп. Сөйтіп, жоқ, сол күнгі газеттердің бәрін президент сұратып жатыр. Сол кісі оқимын деді, соң кейін оны алып тастады деді. Келесі нөмірге шығады деді, мен күдіктендім. Келесі нөмірге шықты. Сөйтіп, сонау Ақмолада жүрген бір өзім сияқты жазушы Толымбек Абдраев деген звонит етті. Мынау керемет екен деді. Оқиғасы әсер еткен ғой жаңағы. Бұл әңгіменің тарихы осындай. Рахметті өзіме өте ұнайтын әңгімені айттым. Рахмет аға. Суреттерді жүгіртіп өтейік та, ортақ болып кетпесін. Мына жерде біз суретте екі кісінің суретін көріп тұрмыз. Осыған байланысты бір сұрақ қояйыншы. Чемпиондар отбасының отағасысыз. Балаңыз Олжас Сәттібаев, сосын келініңіз Әйгерім Сәттібаева. Екеуі де чемпион. Қалай чемпионға әке болу мен чемпионға ата болудың салмағы қандай? Салмағы ауыр әрине. Ол деген енді келінім енді қайта шығып жатыр ғой, келінді кезінде екеуі боксер болып танысқан ғой. Олжас жарысқа кеткен сайын, Олжас жарысқа шығады деген сайын уайым болады, уайым. Бәйгеге ат қосатындарды қайдан білмеймін, мен енді қатты толқитынмын. Жас кезде білінбеуші, кейін үлкен салмақты, серьезный жарыстарға қатысқан кезде тіпті қиын болады. Одан кейін Олжастың салмағында өте көп болды мықтылар. Өзіміздің Қазақстан ішінде, сол Қазақстан ішінде шығармайды ғой жаңағы. Сондайға қатты переживать ететінмін. Ауыр екен жаңағы.
Одан келінім енді жақында жақырап шықты ғой, 5 баланың анасы болса да, ол сөзі не қылып, бапкерді алып, Азиядан алып келді. Азияда да алтын алатын бойын ақ қойған өт барлықтарын көрді. Өзбектің қызын қуалап жүріп ұрып еді, бойын ақ қойды. Осындай нәрселер біздің санамызға да, жүйкемізге де, денсаулығымызға өте қатты зиян. Ал енді сыртқы жұрт ондайды білмейді. Әрбір ата-ана баласы сабағы нашар оқса да қиналады, сол сияқты бізде жеңіп тұрған адамға жеңісін бермесе қатты қиналамыз. Бірақ біздің жаңағы неміз кейбіреулер сен келінсің, сен балаңа қара, сен үйге қара деп не қылмайды ғой, жаңағы рұқсат бермейді ғой. Мен бағым байлағым келмейді. Күйеуі бар, өзінің шаңырағы бар. Өздері келісті ма? Давай, жолдарың болсын деп жолын батасын беріп отырамын дейді. Рахмет. Келесі міне сол өздерінің немерелеріңізбен, келініңізбен балаңыздың суреттері. Ары қарай енді келініңіздің чемпион болып келгені мынау Азия чемпионатынан, иә? Міне нағыз байлықтарыңыз. Немерелеріңіз ішінде бокспен айналысып жатқан бар ма? Медальсты өз жеңіп келді ғой. Атын Дінмұхамед деп қойған өзі. Дінмұхамед қазір қанша мынау отырған балалар немерелер бесеуде, иә? Жақсы, жақсы аға. 5 қыз, 4 қыз, 1 баласы бар ол жастың. Плюс чемпион. 3 қыз болса жұмаққа барады дейді ғой, қыз көп бізде. Құдай қаласа. Одан бөлек енді сіздің балаларыңыз туралы, отбасыңыз туралы көбірек білеміз. Жақсы, осындай отбасыңыздың ортасында аман есен, осы достарыңыздың ортасында бізде сияқты оқушылардың арасында аман жүріңіз аға. Ағама бір сөзін айтайын, қосайын деп отыр. Бір сөз берейін. Көсеке жаңа өзіңіздің сол кездегі есіме түсіп отыр, 80-ші жылдың айналасы ғой да, 85-тегі. Менің айтайын дегенім, мынау Қаратау қаншалықты кеңге бай болса, Таластың ел жұрты сондай бай, жаны бай. Мен сол Ақкөлге келгенде ақын жазушылардың ортасы әсер етті ме deyip ойлаймын өзім. Сол кезде көмектесіп отырыңыздар, мен кейбір аты жөндерін есімнен шығып қалды. Аман Жақсылық Жарылқасов Аманов. Өте сәнқой кісі, жазатын ақын. Өнінген Ережеп, Мүтәліп Ережепбай деген екі кісінің. Жүзге келіп жатыр, Әлі бар ғой, ай 100-ден ассын. Иә. Барсын. Бала кезде сол қалжыңдар. Кездесіңізсі. Иә. Сонда Иван деген баласы бар. Бәріміз не қышық? Иван дейді. Иә. Балаларын орысша атын қойып қойған. Қазақша ғой, Иван деп кеткен. Иә, Алеша деген балалар. Ол кезде мен 22-де. Марат та сол 22-де жаспыз ғой. Соғында біз елге үлкен кісі ұстап көрінеміз. Бірақ өзіміз жас сияқтымыз. Жаңа балалармен араласамыз, амандасып тұрамыз. Сонда анау жазған өлеңдерін шығармашылықпен аман кімге жібереді. Жарқысыңға. Соны Иван екеуміз ашып оқимыз. Оқып болғаннан кейін апарамыз жаңағы кісіге. Сонан кейін о кісілердің енді мына шығармашылық адамдардың ойлары басқа жақта болып жүреді, толғаныста болып жүреді. Сонда Иван айтады, кәрі мен папама амандасайын ба, мені танымай амандасады дейді. Сонда келе жатады ерекең. Жәнел өтіп бір жатып, ассалаумағалейкум десе, амансыңдар ма балдар, ассалаумағалейкум салам деп өтеді. Сонан кейінгі мынау бізбен бірге Телғара деген жігіт азамат, жақсы азамат. Иә, Үсенбаев бірге істедік. Оның енді бізден несі, мынау шығармашылыққа ерте келген жігіт. Біз оның енді күлішті көп бұрасақ, ол енді шығармашылықпен не алатын жігіт. Сонан кейін жаңа кімнің айтып отырды ғой, кімнің папасы? Марша. Анда-санда келіп тұрады. Өлеңдерін айтып төгіп, сонымен аузымызды аңқиып, біз енді
темір терсектің ішінде өскеннен кейін мыналарға ойбай қалай жазады екен, телгара қалай жазады екен. Сонан кейінгі бір керемет нәрсе Серік Томанов деген жігітпен жолықтым. Онымен мен 5-10 ақ минут анау сұқты бала аралаймыз ғой, келмеген балаларды үйіне ата-анасына жолығып келсін деп не қылып жатсақ, жанында бір жігіт болды, Бекбосынов деген, танисың ғой, атын сол жігіт айтты, мына үйде деді Серік Томанов деген ақын жігіт тұрады, ағамның досы, ана өзі алдым-жылдым еді, өй керек жоқ, үй аралайық, балаларға кетейік деп барды, есігін тықылдатып шақырып қойды. Амал жоқ шыққаннан кейін амандастық. Менің көз алдымда сол күзай етін, мына дарбыздың қабығы жатты, менің есімде ғана. Содан кейін саққоздың тамы шықты, тік шаштау өзі. Содан кейін шегір көз, ұйқысы қанбаған ба? Иә, мен енді біліп отырмын. Жалтақ-жалтақ есік жаққа қарай береді. Сонда өлең марқұм асығып өлең жазып отырып деп қазір ойлаймын. Өйткені солардан жұққан, мынау көсемелден жұққан кейбірмен де қағаз жазамын. Сонда үйге қой сұрап, не су сұрап, не айтпаса бірдеңе келіп сұраса, мен тегі өзім бұлқан-талқан болып үршкенді лақтырамын, ойымды бұздың деп өзімше не қыламын. Иә. Сол сияқты кісілерді атап өтіп кетейін дедім. Жақсы, рахмет. Мәліметтерін кездесетін көсемелері Қазақстан дәуірі газетінің 6 маусымында жарияланған екен. Шерхан шындығы имангер идеология жолындағы ағамыз еді деген Алмас Мұхтар деген журналистің мақаласы. Сол жерде ол кісі сізді тілге тиек етеді. Облыстық Ақ Жол газетінің кезекті санында жарияланған жазушы Көсемәлі Сәттібайұлы ағамыздың Қаратау қаласындағы мектеп-лицейге халық жазушысы Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты Шерхан Мұртаза есімі берілсе атты мақаласы арқау болды деп кіріспе жазып барып өзінің ойын жазады. Және өзінің тілеулестігін білдіреді. Сол мектеп-лицей осы. Осы жер, осы мектеп әлі күнге дейін әлі атап алған жоқпыз. Ниетіміз бар. Осы қаламгер жазушы атамыздың есімін алсақ деген үмітіміз бар. Әңгімеміздің арасында сізге осыны қайта есіңізге сақтап қояйыншы деп едік. Иә, енді біздің таласта әлі Шерханның атауы берілмеді. Шерағаның енді өмірге өкпесі жоқ. Ол кісіде мен қазір сондай ұлттық балалық жағын зерттесем бәрі қиын кезде туған. Біздікі бер жағы, біз қиындық көрген жоқпыз. Ол кісі қиындық көргеннен кейін Құдай жарылқа болушы өмір бақи главный редактор болды Шераға. Қазақ әдебиеті, Жұлдыз, Жалын, хатшылар, жазушылардың екінші хатшысы болды. Корпорация телевидение отырған кезде 90 оның төрағасы болды. Бәленбай рет депутат болды. Енді мына Жамбыл қаласында ол кісінің атында дүкен бар. Баспасөз үйінде Шерағаның аты, Шерағада орталық бар, Шерағада университет бар, ескерткіші орнатылды. Енді көп ол кісімен қызғанбаймын. Мынау Тараз, Жуалы, басқа бәрінде бар. Енді ол кезде бір кісілер өтінген шығар, мен жазған шығар, қазір есіне шығып тұр. Мен ойлаймын, басқа осы Таластан, Қаратаудан шыққан мықты тұлғалардың атын қойсаңыз бар ғой енді. Білем сіздердің де сондай белгілі адамдар болғанын қалайтындарыңызды. Көп қой. Жаңа осы жерде аттар әңгіме болған адамдар бар ғой, солардың бәрін қойға болады. Бұлай ғой енді аға, мектептен талай жыл сайын алтын медаль иегерлері шығады, талай жаңағыдай өздеріңіз көріп отырған өнерпаздарымыз бар, жақсы оқушыларымыз бар, барып өзін таныстырғанда Қаратау қаласынан қай мектептен мектеп-лицей аты қандай деп сұрап жатса сол кезде аты жоқ әлі, соны тосылып қалатын кезіміз бар. Соған байланысты осындай бір ішімізде бір үлкен ниетіміз бар еді, бір жақсы бір тұлғаның атын иемденсек деген. Сол мәселе ғой. Енді мынау Сәкен отырып, билер алқасының жүрдегі не дейді? Басшысы дейма, бейі, бас бейма? Төрағасы. Осы кісілер бар, барлықтарыңыз ақылдасыларыңыз керек қой. Ал енді Шераға деп отырып алсаңыздар, оны көтеруге болады, жазуға болады. Құдай қаласа енді. Қолдаймыз. Жақсы, рахмет. Мына енді бір
Кездесуіміздің аяғы тәмамдалып қалды аға. Мына сөз соңында Күреш Ахметова апамыздың бір өлеңдерін оқиық. Қалам алтын ойларын ұлт құрдарын, пайыммен ұйтқан жұрттың бәрін, бойлай тұрып жүректің түкпіріне ойлай білген түбінде жұрттың қамын. Парасатты сөзіңмен пайдалысың, оянады халықтың ой намысы. Жазу деген жай ғана ермек емес, қалам менен қаламның байланысы дейді. Осы ойды ары қарай жалғастырып, замандасыңыз Ақмарал Леубаева жазған екен. Мүлден бөлек болмысы да басқадан, әлемінің құлпына ешкім ашпаған, жан дүниең түсінгенге тұңғиық сенің атың жақсы адам. Лағыл тастай жарқыраған лайсаңнан тірлігімен танымасқа ой салған, күресінен көрінетін жеңісі сенің атың жайсаң жан. Биігіне шығам десең самғабыш, дөңгеленген сен қолыңа алғансыз, уәдеменен уәжіңе тоқтайтын сенің атың ар намыс деп. Осы қазақтың ар намысына айналып, жолын соқтап, қисығын бүтіндеп жіберіңіз ортамызда. Толды, үйіне кіріп шықтым, шапан жаптым иығына. Күләш апамызда енді кішкене тімкастайым жүр, ол кісі келесі жыл 80-ге толады. Ол кісі туралы қысқаша мәлімет. Ал енді жаңа Ақмарал Леубаеваны айтайық, ол кісі белгілі айтыс ақыны, бірақ ол кісіні мен жазба ақын ретінде қатты мойындаймын. Мынау Шымкент қаласындағы зиялылар көп, кәсіпкерлер өте көп, халқының саны бізден 2 есе көп. Шымкент қаласы үлкен қала ретінде мәртебе алды жеке. Мегаполис. Сол бұның бәрін неге айтып отырмын? Бұның айтып отырған себебім, қара, тыңда. Сол Ақмарал Леубаеваның бір кітабын шығармаған. Бір кітабын шығарайық деп біреу бас көтермеген. Мен соны Жамбылда жатып, Ақжол газетінің редакторы болып тұрған кезде Ақмарал Леубаеваның бір емес 2 кітабын шығарып бердім Алматыдан. Мың данадан 2 кітабын. Соған ырза болу, сонда жазған өлең. Ол сіздің енді 60 тиын ақша алмай. 60 жылдыққа арнаған арнау екен сізге. Енді осындай сөздер арқылы ол кісінің қаншалықты көңілі бар екенін көрдік, сізге ниетін қандай екенін. Бізге нағашы жиен болып келе ме сондай? Жақсы. Аға, сөзіміздің соңын жақсылап тамамдайық. Сөз кезегін. Құрметті қонақтар, ағалар, мен әріптестерім және біздің мектептің оқушылары, бүгін бір керемет шара болды деп ойлаймын. Адам қанша байлық деген көп қой, бірақ соның ішіндегі мынау адамның рухани байлығына жететін бір құндылық жоқ деп ойлаймын. Бүгін барлығымыз осы рухани жағынан керемет байлыққа кенелдік деп ойлап отырмын. Мен енді Жуалының тумасымын, Шерағаңның ауылын елінен. Енді осы қызметке келген жылы бізге осындай ұсыныс түскен. Шерхан Мұртаза есімін осы мектеп лицейге беру деп. Мен сіздің сол кездегі мақалаңызды оқып, мен сізге пікір жазғанмын. Соны кеше Берікхан мырза екеуміз қарап отырып, Facebook желісінен тауып алдымша, ол кісі бізді қалай да қолдайды деп. Көп нәрсеге енді уақыт сыншы ғой, уақыт өтсе де бір жаңағы Берікхан айтып жатқандай бізбен қатар осы білімдегі бәсекелес ретінде тағы бір лицей ашылды. Оған нөмір беріп қойды, нөмірі 1 деп. Ал біздің ашылғанымызға 57 жылдан бері жұмыс жасайды мектеп. 2018-ден бері лицей статусын алдық. Бірақ біздің мектептің аты жоқ. Сол бір қынжылтады бізді. Осы ел алдында жүрген біраз ағаларға осыны айттық. Енді сіздің жаңағы айтып отырған ойыңыз, кеше өткен жылы сәуір айында бізге президенттің несі келді, кеңесшісі келді. Сол кездегі сол кісінің айтқаны, мектеппен таныстық, ол кісімен көп сөйлестік, сөйтіп келді. Менің енді риза болғаным, сіздер неге мектептің аты жоқ екен деп сол кезде осы нәрсені айтып едім. Неге сіздер өздеріңіздің жерлестеріңіз Шонас Маханұлының атын сұрамайсыздар деді. Білім бөлімі басшысы бар еді. Ол кісінің атында бізде 2 мектеп бар. Бір негізгі мектеп, бір 10 жылдық мектеп деп еді. Ол кісі қалада мектеп жоқ екен ғой деді. Кейіннен мен Шонас Маханұлы осы Қаратау қаласында жоқ екен ғой, неге алмадыңыздар деп конференциясын көрдім. Сол кезде сол кісінің жасаған баяндамасын тыңдап, Шонас Маханұлы туралы ол кісінің шығармасын жақсы білетін, бағалайтын бірден бір кісі екен ғой деп
өзім ойладым. Енді білмеймін, енді сәтін саса көріп жатармыз Захар. Енді үлкен рахмет. Бір ауыз айтып жіберейін пікірімді. Былтыр Шонағаның 100 жылдығын өткіздік. Мен көп жұмыс істедім. Конференцияда сөз сөйледім. Шонаның атында көше жоқ Алматыда. Құдайға шүкір мектептер бар. Көп жерде Шона, мен мысалы үшін біздің ауылдан талай ақындар шығады ғой, жаңа Рафаэльмен туралы пікір бар. Сонда жаңағы ақынның ауылында мектеп неге жоқ дегенде Шонаны әдейі айттым. Өйткені сол кісі Совет үкіметінің кезінде қазақ мектебін ашайық деп Алматыда басына іс түсіп қуғын көріп жүрген. Қонаевтың арқасында аман болу керек еді. Сол кісіні шынында да еске алу өте былтыр әрең өткіздік. Мынау мен ойладым, конференцияда президенттен жедел хат келетін шақырды. Біздің мына Тоқаев ондайға недендей жомарт адам, қол қояды, хат жазады. Бірақ звонить еткен ғой осы жаққа. Сөйтсе, ана аппараттағы жігіттер облысқа звонить етпей, Талас ауданына звонить еткен. Сөйтсе, Талас ауданындағы бір кісілер, жоқ, бізде ондай конференция болмайды деген ғой. Құттықтау дайындайсың біледі ғой. Мен ол кейін маған айтып қалды өзі, шыным. Сен облысқа айтпайсың, облыс қой оны өткізіп отқан, Қаратау сол туған жері дедім. Оны енді құрметін айтып отырмын да, ешкім ол кісіден ештеңе аямайды, сондай бір қағаз жолға алып кетеді, өзі де бір елпілдеп қалған ақкөңіл кісі еді. Сондықтан мынау жаңағы Мәлік Отарбаевтың айтқан ұсынысы өте дұрыс. Шона да лайық, Шерхан да лайық. Енді өздеріңіз таңдаңыздар, біз қолдайық. Бірақ жаңа мақаланы ұмытып кетті, маған тауып беріңдер сол мақаланы, Шерхан туралы. Мынау үлкен рахмет сіздерге. Мен де жақсы көремін әдебиетті, өте сыйлаймын. Менде де бір ой болып тұр. Сіз осы туған жеріңіз ғой енді Талас. Осыдан барғаннан кейін сізде қандай әсер болар екен, осыдан кейін бір ой түйілем екен. Міне жерде отырған 40 оқушының бір 4-еуінің жүрегіне жол тапқан шығарсыз деп ойлаймын. Олар тұрмақ, мені әріптестерім отыр осы жерде. Осы бұлардың ойында да бір түрткі дүние пайда болды ма деп ойлаймын. Сондықтан бір жақсы дүниелер тусын. Үлкен рахмет. Енді балалар көріп отырмын, сыныптас дегенің қандай екеніне. Мынау жаңа ескі дос есіңнен кетпес, жаңа дос қадіріне жетпес дейді. Ең достың ішіндегі бұл кластас деген өте бір құрмет тұтатын кісі, мінекей қандай ол балалық кездегі досқа еш нәрсе жетпейді. Сондықтан қазір енді көп нәрсені жіберіп алып деп енді құндылықтарға қолымыз созып жатыр ғой енді. Ештен кеш жақсы. Мынау біздің облыс әкімінің алған жобасына Әулие-Ата өңірі, кітап оқитын өңір деп осын жақсы бастама қылып, мінекей осы Шерхан Мұртазаның Ай мен Айшасынан бастап, Берікқан мырза бастады, бастауыштан бастап түгел оқып жатыр. Жаңа менің атым Қожа, кітап сатып алу деген ол кездегі бір жақсы дүние еді ғой. Сондықтан шығармашылығыңыз шыңдала берсін, отбасыңыз аман болсын. Мен мақтанамын, осындай Талас деген өңірдің келіні болғаныма мақтанамын. Шерхан сияқты керемет кісінің жерлесі болғаныма мақтанамын. Сондықтан осындай біздің болашақ шәкірттеріміз де өзінің осындай мықты азаматтармен мақтанып жүрсе деймін. Сіздерге үлкен рахмет. Орамал тоғыздан жол болған бізден кішкене ғана сізге ізетке найза байламайды дейді ғой. Үлкен рахмет айтамыз сізге. Өткенде Букинский кітап дүкені бар, барсам бала кезімде соғыс және бейбітшілікті алған ғой кітапханада. Үйге әкелсем тісім батпайды, оқи алмаймын. Қайттан өткізіп жібердім жаңағы. Кәдірше деген актер жеңгем нет жаңағы кітапхана ше. Өткенде барсам соның аудармасы тұр екен. Қызығып кеттім, қайттан алайыншы осыны, енді оқиды, енді тісім барады шығар. Қанша десем 30 мың дейді ғой жаңағы. Амал жоқ алдым бейтіне. Сондықтан бір тоқтың құнына жететін кітаптар бар қазір. Рахмет.